Рахмет, Марал, армысыздар, құрметті әріптестер, құрметті көрермен. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Біз өңір әкімдерінің қатысуымен өтетін баспасөз мәслихаттар кезегін әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін еліміздің батысында орналасқан Атырау облысының әлеуметтік экономикалық дамуы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Толығырақ Атырау облысының әкімі Шапкенов Серік Жамболұлы айтып береді. Серік Жамболұлы, қош келдіңіз. Бекітілген регламентке сәйкес баяндамаңызға 15 минут уақыт беріледі. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, қадірменді брифингке қатысушылар, Атырау облысының әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі бағыттары мен атқарылған жұмыстар жөнінде мәлімет беруге рұқсат етіңіздер. Биылғы 10 айдың қорытындысына сәйкес өңірдің негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерінде бойынша 10 өзгерістер қалыптасты. Алайда негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі бойынша 30%-ға дейін төмендеу бар. Бұл негізінен Теңіз-Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің келешек кеңею жобасының аяқталуының әсері. Бірақ өзге инвестицияларды қарайтын болсақ, бұл жерде тұрақты түрдемде 29%-ға дейін ұлғайып отыр. Өңіріміздің дамуының басты экономикалық драйвері мұнай, газ, химия саласы. Сондықтан да бүгінгі таңда құны 17 миллиард доллар құрайтын 3 зәкірлі инвестициялық жоба жүзеге асуда. Қысқаша тоқталып өтетін болсам, бұл полиэтилен жобасы, газ сепарациялық қондырғысының жобасы және газ өңдеу зауыты. Бұл 3 жобада қазіргі таңда жұмыстары басталды. Алдағы жылдарды аяқтауды жоспарлап отыр. Сонымен қатар келесі жылы бутадиен жобасы басталатын болады. Бұдан бөлек құны 104 миллиард теңге тұратын 20 инвестициялық жоба іске асырылуда. Нәтижесінде 1320 жаңа жұмыс орындары ашылады. Олардың ішінен атап өтетін болсақ, Атырау Чикен құс фабрикасы мен ВКМ Атырау бұл вагондардың дөңгелегін жөндеуге арналған шеберхананы атап өтуге болады. Өңірде агроөнеркәсіп кешенінде де дамып келеді. 2025 жылға қаңтар-қазан айларында өнеркәсіп кешенінде, ауыл шаруашылығы өнеркәсіп кешенінде 116,8 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Өңірдің мал шаруашылығында да тұрақты өсім бар. Негізінен азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында инвест жобаларды іске асыруға басымдық берілуде. Келесі жылы жалпы құны 48 миллиард теңгені құрайтын 12 жобаны іске қосылатын болады. Шағын және орта бизнес 2025 жылдың жарты жылдығында шағын және орта бизнес өндірген өнім көлемі 2-4 триллион теңгеге жетті. Бұл облыстың жалпы өңірлік өнімінің 21%-ын құрап отыр. Биыл кәсіпкерлікті дамытуға 9 миллиардқа жуық теңге бөлінді. Қазіргі уақытта жалпы құны 36 миллиард теңгелік 254 кәсіпкерлік жобаға қолдау көрсетілді. Бұл өз кезегінде 1725 жаңа жұмыс орнын ашуға септігін тигізді. Негізгі қолдау құралдарының қатарында бұл негізінен несиелік пайыздың мөлшерін субсидиялау, кепілсіз несиеге ішінара кепілдендіру, қайтарымсыз мемлекеттік гранттар және өрлеу бағыты арқылы жаңа бизнес бастамаларды қолдау. Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласына келетін болсақ, барлық инвест жобаларды іске асыру және шағын орта бизнесті қолдау бойынша кешенді атқарылған шаралардың аясында экономиканың түрлі саласында 26 мыңға жуық жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік берді. Оның 13 мыңнан астамы тұрақты жұмыс орны. Мансап орталықтарының көмегіне жүгінген 35 мың адамның 15 мыңнан астамы жұмыспен қамтылды. Бұл жерде атап өту керек, ПБР болашақ кеңею жобасы аяқталғаннан кейін жұмыссыз қалған жерлестеріміз осы жаңа жұмыс орындарына орналастырылды. Сонымен қатар 14 мыңнан адамға
кәсіби бағдар беру аясында ваучерлер берілді. Өз кәсібін бастауға ниетті тұрғындарға қолдау мақсатында қайтарымсыз гранттар берілді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына келетін болсақ, облыстың халқының сапалы ауыз сумен, көгілдір отынмен және электр желілерімен қамтамасыз етуі 99,9% құрап отыр. Бұл халық санымен айтатын болсақ, 713 мыңнан аса адамды қамтып отыр. Бүгінде тұрақты және сапалы қызмет көрсету аясында бірқатар инфраструктуралық жобаларды іске асырдық. Бұл жерде атап өтуіміз керек, 99,9% болғанменен қаланың ішіндегі халықтың өсуіне немесе осы инфраструктурының тозығы жетуіне байланысты көптеген ірі жобаларды іске асыруға тура келді. Атап айтсақ, Атырау қаласы мен Мақат тұрғындарын ауыз сумен үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында номер 5-ші сүзгі станциясы қайта жаңғыртылып, су тұтыну көлеміне тәулігіне қосымша 50 мың текше метрге артты. Бұдан бөлек жазғы су желісінің 165 шақырымы толық салынды. Атырау қаласы мен облыс аудандарында электр желілерін жаңғырту жұмыстары жүйелі түрде жүзеге асуда. 302 шақырым электр желісі жаңартылды. Нұрсай Ақшам ауданында 66 шақырым желі заманауи қауіпсіз кабельдерге ауыстырылды. Сонымен қатар қуаттылығы 32 ватт Нұрсай Самал қосалқы станциясының құрылысы аяқталды. Жүйені автоматтандыру мақсатында 30 дана автоматты қайта қосу құрылғысы орнатылды. Бұлар өз кезегінде тұрақты және үздіксіз электр желісімен, электр қуатымен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Атырау қаласының 10 жағалауында сағатына 120 мың текше метр газ тарататын станция мен 46 шақырым магистральды газ құбырының құрылысы аяқталуда. Сонымен қатар Спутник шағын ауданына газ беру жұмыстары сәтті аяқталып, нысан толығымен іске қосылды. Жол және көлік саласына келетін болсақ, биыл 247,9 шақырым жол жөнделді. Нәтижесінде жақсы жағдайдағы жолдардың үлесі 78%-дан 83%-ға дейін өсті. Бұл жерде айта кетуіміз керек, бізде Азғыр өңірі деген өңіріміз бар. Қалып отырған осы өңірге жол тарту 268 километрдей, алдағы уақытта барлық осы күш қуатымызды осы бағытқа жұмсайтын боламыз. Жолаушыларға сапалы қызмет көрсету үшін де автожол, авиа және темір жолмен тасымалдау салаларына да жаңарту жұмыстарын жүргізіп жатырық. Жаңа автобустардың 90-ға жуық жаңа автобустар сатып алып, оның 48 бүгінгі таңда халық игілігіне пайдалануға берді, қалғанын жылдың соңына дейін табыстайтын боламыз. Әуе қатынасын дамыту бағытында да маңызды қадамдар жасалды. Ең бастысы бұл жерде ашық аспан режимі ашылды. Соның аясында 6 бағытқа жаңа маршруттар ашылды. Бұл көрсеткіш алдағы жылы өсетін болады. Келесі жылы 10 бағытқа жеткізуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар Хиуаз Доспанов атындағы халықаралық әуежайы бар. Оны жаңғыртуға келесі жылдан бастап 50 миллион ақш доллар көлемінде инвестиция тартылды. Жеке инвесторлармен келісімге келдік. Бұдан бөлек Атырау қаласының темір жол вокзалы мен аудандардағы 9 темір жол вокзалы жаңадан жаңғыртылуда. Әлеуметтік салаға келсек, білім беру саласында биыл 27 мектеп салынуда. Оның ішінде 4 мектеп пайдалануға берілді. 9 мектептің құрылысын жыл аяғына дейін толығымен аяқтаймыз. 14 мектеп келесі жылы аяқталатын болады. Соңғы 3 жылда 3 ауысымдық мектеп 2 есеге азайды. Сонымен қатар Назар жобасы аясында қаладағы 64 мектепке 2,5 мың бейне бақылау камерасы орнатылды. Бұл әдіскерлер жылына 1,5 сабақты бағалай алса, бүгін бұл көрсеткіш 5100 сабаққа дейін ұлғайды. Бұл білім сапасын арттыруға өзінің мүмкіндігін берді. Және қазіргі таңда біз бұл жобаны ары қарай дамыту, бұған жасанды интеллектті қолдану мәселесін қарастырып жатыр. Денсаулық сақтау саласы. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында өңірде медициналық инфрақұрылымды дамыту жұмыстары жалғасуда. Былтыр 10 жаңа нысан пайдалануға берілсе, биыл тағы да 5 нысанды
тапсырамыз жылдың соңына дейін, және қосымша 7 нысанның құрылысын жергілікті бюджет қаражат арқылы жүргізіп жатыр. Өңірде 2 заманауи емхана салынуда, сонымен қатар онкодиспансер жанындағы радиологиялық корпустың құрылысы жүріп жатыр. Келесі жылдың басында халықтың игілігіне пайдалануға берілетін болады. Бұл салада атқарылған жұмыстар аясында қан айналымы, туберкулез, қатерлі ісік аурулары сияқты аурулардың көрсеткіштерінің төмендеуі бар. Мәдениет саласы. Биыл Махамбет ауданының Сарытоғай ауылында және қала аумағындағы елді мекенде жаңа мәдениет үйлер пайдалануға берілді. Бұдан бөлек 15 мәдени нысанның құрылысы жүргізілуде. Бұл нысандар ауыл халқының шығармашылықпен айналысуына мүмкіндік беріп, өңірдің мәдени әлеуетін нығайта түсетіні сөзсіз. Сонымен қатар Атырау қаласында 1200 орындық концерт залы мен тарихи өлкетану музейі, сондай-ақ 600 орындық конгресс холл мен бейбітшілік және келісім сарайының құрылыстары жүріп жатыр. Спорт саласы. Спорт саласына келетін болсақ, облыс тұрғындарының спорттық инфрақұрылыммен қамту деңгейі 62%-дан 71%-ға артты. Бүгінде халықтың 46%-ы бұқаралық спортпен тұрақты түрде шұғылданады. Жергілікті бюджет есебінен 33 спорт кешенінің құрылысы басталып, биыл 11 спорт кешенінің қолданысқа берілді. Қалған 22 спорт кешенінің құрылысын келесі жылы аяқтаймыз. Алдағы жылы қадірменді әріптестер, ауылдық округтердің барлығы 100%-дай спорт кешендерімен қамтамасыз етілетін болады. Өңірде спортты жүйелі дамыту мақсатында дарынды балаларға арналған мектеп-интернат колледжінің жанынан заманауи спорт кешенінің құрылысы мемлекеттік жекешілік әріптестік тетігі арқылы жүзеге асырылуда. Сонымен қатар Тексол компаниясының өзінің спорттық сауықтыру кешенінің құрылысы басталды. Бүгінгі таңда жүріп жатыр. Және де бір қатар ірі ұлттық спорт кешендері, бұл ипподром және 12.000 адамға орындыққа арналған арнайы стадион мен Атырау арена көпбейінді спорт кешенінің жобалары дайындалып, қазір мемлекеттік сараптамадан өтіп жатыр. Осы жылдың соңына дейін сараптама алынғаннан кейін келесі жылы құрылысы басталатын болады. Туризм саласын дамыту. Жарты жылдықта өңірге 83 мыңнан астам турист келіп, көрсеткіш былтырғымен салыстырғанда 19%-ға өсіп отыр. Саланы дамытуға бағытталған инвестиция көлемі де 2 есеге өсіп 32 миллиард теңгені құрады. Туризмді дамытудағы басты бағыттарымыз, басты басымдығымыз бұл орта ғасырлық сарайшық пен Қиғаш өзеніндегі лотос алқабымыз. Бұл енді Атыраудың ерекше мақтанышы. Сарайшықтың өңірді тарихи туристік орталығына айналдыру бойынша бүгінгі таңда 5 жылдық жоспарымыз бекітілді. Министрлікпен бірге жұмыстар қазіргі таңда басталып кетті, ары қарай жалғасатын болады. Биыл алғаш рет Қиғаш өзенінде табиғи лотос алқабында халықаралық лотос фестивалі өтті. Шараға 20 мыңнан астам туристер қатысты. Бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі бұл цифрландыру және қоғамдық қауіпсіздік. Цифрлық инфрақұрылымды дамыту бағытында жұмыстарды да оң нәтиже бар. Интернетпен қамту деңгейі бүгінгі таңда бізде 99,7%-ға жетті. 14 шалғай орналасқан елді мекенде интернетке қосылып, бұл жерде кең жолақты интернет берілді. Сонымен қатар 155 5G базалық станция орнатылып, 43 ауылға талшықты оптикалық интернет желісі бүгінгі таңда тартылуда. Қоғамдық қауіпсіздікті арттыру мақсатында 15 мыңға жуық камераны жедел басқару орталығына қосылды. Оның 100-ден астамы жасанды интеллектпен жұмыс жасайды. Осы жасанды интеллекттің нәтижесінде құқық бұзушылыққа жол берген 221 адамды анықталып, оларға қатысты шаралар қабылданды. Білім беру саласында енгізілген алақан жүйесі облыстағы 179 мектепке толық іске қосылды. Бюджеттің 725 миллион теңге үнемделді.
Бұл бағыттағы да жұмыстар жалғасатын болады. Өңіріміз үшін өте маңызды мәселе бұл экология. 2024 жылдың алғашқы 6 аймен салыстырғанда, биылғы 6 айда атмосфераға зиянды заттарды шығару көлемі 5 тоннаға дейін төмендеді. Экологиялық заңнаманы бұзған 139 субъектіге жалпы 2,3 триллион теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынды. Әрине, біз тек қана шара қолданып қана қоймаймыз, сонымен қатар арнайы кешенді жоспарымыз бар. Сол жоспардың аясында көгалдандыру бойынша 164 гектар жерге 476 мың ағаш және өзіміздің қабылдаған өңірлік жоспардың аясында 69 гектар жерге 145 мың ағаш отырғызылды. Қадірменді әріптестер, уақыттың тығыздығына байланысты өңірде атқарылған жұмыстар мен алдымызға қойылған жоспарлар бойынша қысқаша баяндама жасадым. Осы жерде біздің бұқаралық ақпараттар құралдарымен қызмет істейтін әріптестеріміз бар. Толық ақпарат қажет болатын болса, қосымша таратып береді. Құрметті брифингке қатысушылар, бұқаралық ақпарат өкілдері, мемлекет басшысы жүктеген міндеттерден туындаған бұл жұмыстардың түпкі мақсаты тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыру, инфрақұрылымды жаңғырту және экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ету. Біздің алдымыздағы мақсат міндеттердің жүйелі, кезең-кезеңмен және нақты орындалуын ұдайы бақылауымызда ұстап отырамыз. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет, құрметті әріптестер. Енді біз сұрақ-жауап бөліміне өтеміз. Сұрақ-жауап бөлімі бастамас бұрын регламентті естеріңізге сала кетсем, регламент бойынша әрбір журналист бүгінгі тақырып аясында 2 сұрақтан қоя алады. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Просим строго соблюдать регламент, не более 2 вопросов по заданной теме. Сонымен, бірінші кезекте Егемен Қазақстан Қуаныш Нұрданбекұлы бар ма? Қайырлы күн, Серік Жамбылұлы. Менің бірінші сауалым, мына былтыр Атырау облысында ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысы өтті. Сол кезде мемлекет басшысы осы облыста салынуы тиіс, құрылысы ұзаққа, қаржылық мәселесі ұзаққа созылып кеткен онкологиялық орталықтың қаржылық мәселесін жергілікті кәсіпорындар, кәсіпкерлер арқылы шешу мәселесін тапсырып еді. Осы жұмыс қалай жүзеге асып жатыр? Қуаныш мырза, сұрағыңызға рахмет. Өте өзекті мәселе. Президентіміз құрылтайда бұл мәселені бізге тапсырды. Жаңа өзімнің баяндамамда атап өттім. Қазіргі таңда онкологиялық диспансерге қатысты 2 кезеңмен жүзеге жүріп жатыр. Бірінші радиологиялық корпус, жаңа баяндамамда атап өткендей, қазіргі таңда құрылысы жүріп жатыр. Осы алдағы жылда біз толығымен оны аяқтаймыз. Және екінші кезеңі бұл жаңағы жатын бөлмелері, жаңағы аурухананың бұған қатысты шешімдер толығымен қабылданды. Бұл жаңағы облыстық ауруханаға жақын жерде орналасқан өзінің жаңағы аумағында қалатын болды. Сондықтан да сол жердегі бұрынғы нысанды сүріп тастап, орнына жаңа заманауи нысан салынады. Қазіргі таңда жобасы аяқталып, мемлекеттік сараптамадан өтуде. Қаражатын толығыменен NCOC компаниясы шешті бүгін таңда. Сондықтан мемлекеттік сараптамадан шығысымен бұл жұмыстар басталады ары қарай. Рахмет. Екінші сауалым, өндірісті өңір Атырау облысы, еліміздегі бірден-бір донор облыс қой, осы республикалық бюджетке орасан қаржы құйып отырған. Осы облыста медицина мамандар, әсіресе жас мамандарды ауылдық жерлерге тартуды ынталандыру шаруалары қалай жүзеге асырылып жатыр? Медицина мамандары бойынша біз осыдан 2 жыл бұрын президентіміздің тапсырмасына сәйкес тиісті шешім қабылдаған болатынбыз. Бұл бір жылғы өтемақы дейміз, көтермеақы дейміз, соны төлеу. Қазіргі таңда көтермеақының деңгейін 10 миллионға дейін жеткіздік. Бұл жерде айта кетуіміз керек, 10 миллион теңгені төлейміз бұл шалғай жатқан елді мекенге барған дәрігерге. Ал егер аудан орталықтары тағы басқа жердегі дәрігерлер болса, оларға
8,5 миллион теңге көлемінде, және қаладағы тапшылық бар мамандықтарға келетін болса, оларға 5 миллион теңге көлемінде олар дифференциация қыстелген көлемінде төлемақылар төлеп отыр. Нәтижесінде осы соңғы 2 жылдың ішінде 200-ге жуық маман осы бағдарламаның аясында бізге тартылды. Қазір жетіспеушілігіміз 95 маманды құрап отыр. Соның ішінде енді анау узкий специалист деп айтамыз, арнайы жаңағы мамандықтар бар. Бұл мәселені енді ары қарай да шешеміз. Сонымен қатар енді бұл көтермеақы бір жағы, мамандардың басты көтеретін мәселесі ол тұрғын үй жайы. Сондықтан қажетті елді мекендерге, ауылдағы, қаладағы бізге мысалға өте қажет мамандар болатын болса, олардың барлығын біз тұрақты түрде тұрғын үймен қамтамасыз етіп отыр. Содан бір бөлек, егер жекеменшікпен өз қаражатымызбен сатып аламыз десек, біз отбасы банкпен келісілген, жеңілдетілген жаңағы пайызбен беретін бағдарламамыз бар. Оның аясында да мысалға қазірдің өзінде 100-ден астам маманымыз үйлі болып отыр. Сондықтан осындай шараларды біз сол қабылдап, соның аясында осы біртіндеп маман тапшылығын шешіп келеміз. Рахмет. Көп рахмет. Казинформ Кеңесбай Дамира, одан кейін Бақытжан Көпбаев ақпарат агенттігі, дайын тұрсаңыздар. Здравствуйте. Такой вопрос. Сейчас в СМИ широко обсуждается аудиторская проверка в вашем регионе, которая выявила многомиллиардное нарушение. Как вы можете прокомментировать результаты этой проверки? Нақтыласаңыз сұрағыңызды. Аудиторская проверкада қандай мәселелер екен? Так, сейчас. Ну вот СМИ писали, что аудит выявил системные проблемы и финансовые нарушения в Атырауской области. Там касается различных сфер. Мен кешірім сұраймын, мысалға сіз сол сұрақты нақтылап пресс-службамен берсеңіз, біз сізге қағаз несіне түсініктеме берейік те, себебі бұл жерде егер әртүрлі саланы және әртүрлі жағдайды байланысты болса, енді оның бәрін мүмкін емес болар қазір сізге. Нақтырақ жазбаша түрде онда сіздің сауалыңызға жауап берілсе. Солай берейін. Там сообщалось о 209 миллиардов убытках. Ну, давайте хорошо тогда, если вы предоставите, да, ответ, тогда другой вопрос. Я тогда заменю, да, вопрос. Вы, так, сообщалось о рекордном урожае в этом году в регионе, и возникает вопрос, готовы ли элеваторы обеспечить хранение и переработку зерновых и других культур? Кешірім сұраймын, бұл сұрақ менің әріптестеріме көбірек қатысты болар. Әсіресе Қостанай, Ақмола. Құрметті әріптес, бұл солтүстік Қазақстанына арналған сұрақ емес па? Сіз шатастырып отырған жоқсыз ба? Иә. Бізде бақчевой, тағы басқа түрлері. Давайте тогда заменю. Один вопрос будет, и касается благоустройства дворов. У вас был проект, да, по благоустройству 100 дворов, и в 2022 году началось благоустройство 86, но, как сообщалось, что работы выполнены не до конца, где-то некачественно, меняются по ходу проекты. И скажите, какие причины задержек и что делает Акимат, вот как заказчик, чтобы это все устранить и, наконец, эти дворы закончить и завершить эти проекты? Өте жақсы сұрақ, рахмет сұрағыңызға. 100 жаңағы ауланы абаттандыру бойынша жоба болған. Ол жобаға қатысты бірнеше жаңағы мердігерлер қатысқан, жұмыстарын жүргізді. Бұл жерде бірнеше себеп, соның бір-екеуін өзіңіз де айтып өттіңіз. Кейбір жаңағы жұмыстардың бітпеуіндегі себептер бұл сол кезде жаңағы жобаны жасаған жобалаушылардың кеткен қателіктері болды. Ол жөнінде әкімдіктер жаңағы уақытылы түзетулер өткізіп, қосымша сол жұмыстардың барын өткізді. Сонымен қатар бұл жұмысты мемлекеттік сатып алудан ұтып алып, аяқтамаған мердігерлер болды. Оларға сот арқылы мына келісімшартты бұзып, жаңа қайтадан конкурс өткізу бойынша жұмыстар жүрді. Жақсы, рахмет. Көп рахмет. Құрметті әріптестер, дайын тұрсаңыздар, микрофонға жақындап, сұрақтарыңызды дайындап, уақытымыз тапшы. Бақытжан Көпбаев. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Сәке, ассаламу алейкум әріптестер. Сәке, сұрақ мынандай болайын деп тұрады.
Негізі сапармен біз арнайы барып бірнеше репортаж түсірген болатынбыз, бірақ барлығына сізге алғыс айтқым келеді. Қарамағыңыздағы басқармалар өздері жауап беріп үлгерді. Соның ішінде бір сұрақ қалып кетіп еді. Ол Досордағы рекультивация жасалатын алаң жайлы. Кеше біз парламентте де көтеріп жатырмыз жаңбыршын Сорды айтып отырсыз ғой. Сор алаң. Соны рекультивация жасауға бола ма, қайтадан өзіне келтіруге бола ма, сол жайлы сұрағады. Рахмет сұрағыңызға. Бұл көптен көтеріліп жүрген мәселе. Ол елді мекенде біз енді табиғи сондай жер асты байлығы болғанмен жердің бетіндегі байлықта енді сортан жерде орналасқанбыз. Соның ішінде жаңа Досор ауылдық елді мекеннің айналасында үлкен сорымыз бар. Халықтың көптен көтеріп жүрген мәселесі соны жапсақ деген сияқты. Бұл жөнінде алғашқы біз мынау сол жерде қызмет ететін МБ мұнай компаниясы бар. Қазмұнайгазбен бірге келісе отырып жаңадан бір жоба істеп, соны жабу жөнінде, топырақпенен жабу жөнінде шешімдер қабылданған. Бірақ соңында қазір ғылыми тұрғыда зерделеу жүргізіп, ол топырақпен қанша жапса да сор топырақтың бетіне қайтадан шығады деген тұжырымдама бар. Сондықтан да бүгінгі таңда сорды жабу мәселесін әлі де ғылыми түрде пысықтап жатыр. Бірақ соған қарамастан мынау МБ мұнай газ немесе Қазмұнайгазның бөлген қаражатын тұрғындармен келісе отырып, Досорда бізде үлкен тағы бір мәселе бар. Бұл мына апатты тұрғын үйлер. Соған бөліп жатыр қазір. Сондықтан бұл мәселені біз әлі де пысықтаймыз. Сосын барып шешімін тапқаннан кейін бұл мәселеге оралатын боламыз. Ал жаңағы бөлінген қаражатты тиімді пайдаланусын сол жердегі халықтың тозығы жеткен апатты тұрған тұрғын үйлерін жаңартуға жұмсайтын боламыз. Рахмет. Екінші сұрағымға көшіп жатырмын. Жаңа тағы да атап өткім келеді. Жаңа көптеген сұраққа қарамағыңыздағы басқармалар өздері жауап бергендіктен сұрақтар өздері кетіп қалып жатыр да. Айтқым келіп отыр, осы алаңды пайдаланып бүкіл әкімдерде де сондай жұмыс істесе, бізде әкімге қоятын сұрақ та болмас еді. Енді сондықтан қалған сұрағымды стратегиялық сұрақ қойсақ деп едік. Негізі Атырау облысына оңтүстіктен барып жұмыс істеп жатқан, мен Шымкенттемін. Оңтүстіктен барып жұмыс істеп жатқандар бар ғой. Солардан мен сұраймын, сіздер болашағыңды байлап Атырауда тұруға қалай ойлайсың? Ертең мұнай таусылып қалса, Атыраудың болашағы бар ма, жоқ па деген осы сұрақты сізге қойсақ па деп едім. Атыраудың болашағы бар. Оған қамшы емес бәге. Бұл жерде енді бір қатар мәселелерге біз көңіл бөлуіміз керек, өте орынды. Мына жаңа айтып отырмын ғой, үлкен бізде мұнай газ химия саласын бастап жатыр. Егер бұрын соңды біз мысалға мұнайды немесе газды шикізат түрінде тек қана сататын болсақ, қазіргі таңда осыны өңдеуге көңіл бөліп жатыр, терең өңдеуге. Сондықтан осы саладағы үлкен зауыттарымыздың барлығында қызмет етуге осы соған қажет ететін құрал жабдықтарды өндіруді осы Атырауда локализация деп айтамыз. Жаңағы шетелдік қазірдің өзінде 60 шақты компаниямен меморандумымыз бар. Өздерінің жаңағы өндірістерін Атырауға келіп, Атырауда соны өндіріп жатыр. Сондықтан даже бұл жаңағы терең өңдеу мәселесі болған сайын ол мәселелер тұрақты түрде жүретін болады. Сонымен қатар енді тек қана айтып отыр ғой, Атырау ауыл шаруашылығына қиын екен деп қана қоймай, бұл жақта мысалға әлемдік тәжірибелер бар ғой, мысалы Израиль елдері бар, тастау отырса да қаншама ауыл шаруашылық өнімдерін экспорттап жатады. Сондықтан заманауи жаңа тұрғыдағы жылыжай, жаңа құс фермасы деген сияқты ірі инвестициялық жобаны ауыл шаруашылығы саласында алдық. Әсіресе қазір біз балық жағына да көңіл бөліп отырмыз. Себебі өзімізбен көрші отырған мынау Астрахань өңірінде балық шаруашылығы өте жақсы дамыған. Сондықтан бізде осыған қарай отырып, осы балық шаруашылығына көңіл бөліп кетеміз. Сонымен қатар енді үлкен бір мәселе, бұл әлемдегі көп жаңағы жұмыс орнын ашатында және көптеген қаражатты тартатында бір туризм саласы. Сондықтан жаңа айтып отырмыз, біз туризмға да бұл бағытқа да бір бөлек жаңа көңіл бөліп жатырық. Ол жағын енді міндетті түрде дамытуымыз керек. Рахмет. Анықтай жіберсем бола ма? Яғни Атыраудың болашағында жаңағыдай сор шығып жатқан экологиялық апатты жерлердің бәрі де болашақта рекультивация жасалына ма? Бұл жерде рекультивация тек ауылдық елді мекенге жақын жерлерде. Негізінен енді біздің территориямыздың 56% былай айтсам құм және сор жерлер ғой.
барлығын енді жабу мүмкін болмас, бірақ жаңағы елді мекенге жақын орналасқан жерде біз жұмыстар жүргіземіз. Себебі ол жерде анау кепкен кезде тұз көтерілуі мүмкін, шаң көтерілуі мүмкін, елдің жаңағы денсаулығына өзінің бір зиянды септігін тигізуі мүмкін. Ол уақытта жұмыс болады. Рахмет. Көп рахмет. Бақытжан Көпбаев, ақпарат агенттігі, Баязид Байжүрек. Здравствуйте. Первый вопрос будет. В СМИ недавно появилась информация о планируемом строительстве в Атрау крупного автоспортивного комплекса Texel Motorland Атрау. Эта инициатива вызвала большой интерес среди молодежи и любителей автоспорта, поскольку популярность Формулы-1 в Казахстане заметно растет. И многие надеются, что у нас появится объект, сопоставимый с трассой в Баку. Могли бы вы уточнить более конкретные данные о проекте, на какой он сейчас стадии, какие планируются сроки реализации, а также за счет каких источников будет осуществляться финансирование? Предусматривается ли государственные средства или комплекс будет строиться исключительно на частные инвестиции? Кроме того, если проект ориентируется на возможное проведение этапа Формулы-1, известно ли, кто будет выступать спонсорами, покрывать связанные с этим финансовые обязательства? Рахмет сұрағыңызға. Біріншіден, бұл инвестициялық жоба жеке кәсіпкердің өзінің жаңа жеке идеясы және жеке жобасы өзінің жеке қаражатының аясында іске асыруды жоспарлап отыр. Енді қандай стадияда деген сұраққа жауап берейін. Бүгінгі таңда қажетті жер алқабы әкімдік тарапынан бөлініп берілді. Проекттің жасақтау жұмыстары жаңа инвестормен басталды. Бұл жерде итальяндық архитектормен итальяндық жаңағы осы трассаларды жобалаушы мекеме тартылып, солар қазір жұмыстарын жүргізіп жатыр. Зерделеу және қалай болатын жаңағы бірінші кезектегі осы жұмыстар біткеннен кейін меніңше ол басталады. Енді бұл жерде айту керек, неге бұл идея қайдан пайда болды, жаңағыдай болатын нәрсеме жоқ, болмайтын нәрсеме деген сияқты сұраққа мен былай жауап бередім. Бұл инвестор Шота Мирович Абхазы деген қазіргі таңда Атыраудағы ең үлкен ірі вагон құрастыру зауытын салған жаңағы инвестор жұмысын ары қарай жалғастыруда. Өзі осы гонка дейміз, қалай дейді? Автогонка ма, жарысқа сол өзі қатысады. Кешегі таңда ақпараттар шықты ғой. Жүлделі бірінші орын алды деген. Сондықтан бұл өзінің хоббиі ме, өзінің жақсы көретін жаңағы спорт түрі. Сол бір әлеуметтік жауапкершілік негізде сол спорт түрін дамытсам деген өзінің ойыменен содан басталған идея ары қарай жүргізіп жатыр. Енді ол кісінің жаңа мен слайдымда айтқан Texel Arena деген тағы бір спорт комплексі бар. Үлкен ірі спорт комплекс, оның құрылысын уже ол кісі бастап кетті. Әлеуметтік жауапкершілігінің аясында қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, бұлай өзі бастаған ісіне мығын жаңағы инвестор кәсіпкер болғаннан кейін бұл жобада іске асады. Егер бұл жоба іске асатын болса, жаңа алдыңыздағы сұрақ қойып айтты, қалай әртараптандырасыз экономика деген туризм саласында мен үшін Атырауша бір бөлек өзінің үлесін қосатынына мен сенімдімін. Второй вопрос тоже будет касаться Формулы-1. Возникает вопрос, можно ли будет, к примеру, приехать с друзьями в определенные дни на своих машинах и как бы гоняться между собой? Не могли бы вы провести пресс-тур для молодежи? Я лично готов приехать и поучаствовать в данном пресс-туре. Если все это будет возможно и реализуется, то я вас уверяю, что вы станете акимом молодежи. Рахмет. Бұл проект жаңа идеямен келген кезде осы сұрақты мен ол кісіге қойғам. Осындай жаңа болама деп. Себебі шын айту керек, қазір жастардың арасында мынау көшеде немесе трассада өзара жарыстар болады. Заңсыз. Оны біз жаңа қараймыз, қай жерде болады екен, бір нәрсеге ұрынып қалмасын деп жаңа тексереміз, қауіпсіздік саласы бар, басқасы бар. Сондықтан да осы трассының ішінде жастарға бір бөлік жаңа мүмкіндік беріледі. Оны ол кісі жаңа қарастырып жатыр. Себебі, бірақ оның ішінде міндетті түрде қауіпсіздікке қатысты оқуларын өту, жаңағы костюмдар бар, тағы басқа заттар бар. Оның барлығымен қамтамасыз ету керек. Сондықтан жаңағы жобаның ішінде ол бар. Ондайды қарастырып жатыр. Уточняющий вопрос. Жеке келу үшін. К какому году собирается реализоваться и к какому году мы можем ожидать приезд Формулы-1 Гран-при? Ой, примерно.
Ол кісі енді қазір жобалауын істеп жатыр. Енді аяқталғаннан кейін более, наверное, айтуға болатын болар. Но бір 2 жыл құрылысы дегенде, бір 2-3 жылдың ішінде, наверное, ол уже басталып, жаңа аяқталатын уақыты белгілі болады. Көп рахмет. Қазір жобалау сатысында мен қате ақпарат беріп қоймау үшін, жобалау біткеннен кейін более детальный жаңа қаржыландыруы, сосын жаңағы іске асыру уақыты уже анықталады. Көп рахмет. Қосымша егер ақпарат керек болатын болса, мен ол кісімен сізді кездестірейін. Жаңағы сол кісіден мысалға қосымша ақпарат алып аласыз. Рахмет. Власть КЗ, Тамара Валь с нами на прямой связи через Zoom. Тамара, добрый день. Ваши вопросы, пожалуйста. Здравствуйте, Серик Жамбулович. У меня такой вопрос. Год назад сообщалось, что в Атырауской области создадут комиссию для изучения предполагаемой зоны экологического бедствия. Скажите, пожалуйста, какая работа проведена, создана ли эта комиссия, есть ли уже какие-то результаты? Тамара ханым, саламатсыз ба? Сұрағыңызға көп рахмет. Бұл комиссия құрылды. Сіз, мен түсінгенім, аймаққа экологиялық жаңағы статус беру осы жөнінде ғой, иә? Да, экологиялық бедствие жайлы, иә. Егер осы жөнінде болатын болса, бұл жұмыстар қазіргі таңда жүргізілуде, себебі негізінен бұндай шешімді қабылдау үшін ведомство аралық комиссия құрылу керек, және солардың келісімі болу керек. Бүгінгі таңда біз экология министрлігімен, денсаулық министрлігімен тығыз жұмыстамыз. Сонымен қатар денсаулық министрлігімен бірге қазір ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін Всемирный ВОЗ организация здравоохранения денсаулық ұйымы, әлемдік денсаулық ұйымымен біз қазір жиын өткізіп келісімге келдік. Сондықтан осы ұйымның шығарған зерделеуінен кейін бұл мәселе орындалатын болады. Бүгінгі таңда қазір денсаулық жаңағы ұйыммен, дүниежүзілік денсаулық ұйымымен біз жұмыстар жүргізіп жатырмыз. А есть вообще понимание, когда будут результаты? Енді бұл бірден бір күндік нәрсе емес, Тамара ханым. Себебі мына зерделеуді өткізу үшін ол бір қатар исследование дейміз, жаңа зерттеулерді жүргізу керек. Ол зерттеулер лабораториялық түрде болады. Себебі бұл жердегі интенсивті түрде, мысалға, мұнайды жаңағы өндіру, бұл халықтың ағзасына жаңағы өзінің зардабын тигізіп жатыр ма, жоқ па деген сұраққа, негізгі сұраққа жауап беру керек қой. Сондықтан бұл жерде жан жақты бірнеше зерттеулерден жүргізіледі. Қазіргі таңда дүниежүзілік жаңағы денсаулық сақтау ұйымы өзінің методикасын әзірлеп бізге беруі тиіс, әзірлеп жатыр. И скажите, пожалуйста, вообще в целом, да, в регионе проблемы с экологией, какие все-таки ключевые меры реализовывает Акимат, когда вы ждете результаты по улучшению экологической ситуации? И сколько денег именно из бюджета на решение экологических вопросов выделялось в прошлом году и в этом году? Увеличивается ли эта сумма? Сұрағыңызға рахмет, Тамара ханым. Біріншіден, экологияның заңдылықты сақтауға қатысты әкімдік және тиісті органдар тұрақты түрде қадағалау жүргізеді. Бүгінгі таңда, жаңа өзім баяндамамда да айтып өттім, осындай экологиялық заңды бұзған кәсіпорындарға, әсіресе мұнай газ өндіру саласындағы өте қатаң түрде административтік айыппұлдар салынды. Оны өндіру бойынша да жұмыстар жүргізілуде. Ол бірінші мәселе. Екіншісі, бізде ең үлкен мәселе бұл экологиялық жаңағы инвестициялық жобаларды іске асыруда экологиялық талаптарды сақтау. Бұл бойынша да бірқатар мысал айтатын болсақ,
жаңа айттым ғой, келешек кеңею жобасы іске асырылды Теңіз Шеврол компаниясында. Бұл өз кезегінде қосымша 12 миллион жаңағы тонна мұнай өндіруге мүмкіндік берді. Егер бұрын ол 28 өндіретін болса, қазір 12 миллионға. Бірақ мынау ауаға шығатын ластаңғыш заттардың шығымы сол күйінде сақталып отыр. Бұл дегеніміз жаңа заманауи жаңағы фильтрлерді, құрылғыларды пайдаланды, және мысалға су қорын қайтадан пайдалану, жаңа қондырғылары, сүзгілері, осылардың барлығын қайталана отырып істеді. Сондықтан бұл бірінші тағы бір біздің талаптарымыз, оны міндетті түрде істеп келеді. Енді сіздің сұрағыңызда мынандай бір мәселені мен түсініп отырмын. Халықтың айтып отырған мәселесі бұл Атырау мұнай өңдеу зауытына қатысты. Себебі Атырау мұнай өңдеу зауыты мына қаланың үлкеюіне байланысты, былай айтқанда қаланың ішінде болып отыр. Және бұл 1945 жылғы салынғаннан бастап бірнеше модернизациядан өткен зауыт. Бұл жерде көп наразылықтар туындады. Жаңа өзіңіз айтқандай комиссия құрылды. Сол комиссияның шешімімен және тиісті органдармен бірлесе атқарған қызметтің арасында бірқатар жұмыстар іске асырылды. Атап айтсам, мысалға жағымсыз иістің көп шығуы апаттық жағдайда амбарлар дейміз. Мысалға мұнай өндірілгеннен кейін төгілетін қалдықтар болды. Соның барлығын дерлік қазіргі таңда жойды. Міне біреуі қалып отыр, жылдың соңына дейін оны да жояды. Екіншісі, мынау өндірілген өнімді сақтайтын қазандықтар. Бұндай бір 70-ке жуық қазандық бар. Оның төбесі мысалға ашық. Сондықтан күн ыссы уақытында әсіресе булану процестерінде жаңағы жағымсыз иіс, тиісті нелер ауаға шығады. Осыны жабу үшін қазір қалқымалы платформа дейміз, осы қазандықтарға орнатып жатыр. Бүгінгі таңда 60-на орнатылды, 11-дей қалды. Жылдың соңына дейін әлі бір екеуіне орнатамыз. Сосын қалғанын келесі жылы толығымен аяқтаймыз. Тағы бір үлкен мәселе бұл суға қатысты. Шығарылған суларды тазарту. Бүгінгі таңда екі су тазарту құрылғысы қондырылды. Қазір өзінің ішіндегі суды өңдеп, тазартып, жаңа сыртқа шығарып отыр. Алдағы уақытта Атырау жаңағы мұнай өңдеу зауытына қосымша біз талаптар тағы да қойып отыр. Ол қандай талаптар? Біріншісі, осы анау жайықтан алатын сумен жаңа шығарылатын суды тазарту, соның ішінде биологиялық тазарту. То есть алған суын қайта өңдеп, қайтадан өзіне қолдану тәсілдерін қолдану. Екіншісі, бұл мына кокс, тағы басқа жаңағы ішіндегі қондырғылар бар, соларды модернизациялау мәселелері. Сондықтан бұл талаптар қатаң сұралатын болады және іске асырылуына дейін қадағаланатын болады. Бұл біздің тараптан да, және бұған мысалға Қазмұнайгаз, тағы да басқа жаңағы экология министрлігі бірге атсалысып жатыр. Спасибо, Хорошо, Тамара. но вы не ответили на вопрос, сколько на улучшение экологической ситуации выделялось в прошлом году и в этом году из бюджета, и увеличивается ли эта сумма? То есть вы можете назвать две суммы за прошлый год и за этот? Тамархан, сізге нақты тұрақты керек болатын болса, мен сізге қазір бергізейін. Біз жылдан жылға экологиялық жағдайды жақсарту үшін ол міндетті түрде қаражатты бөліп келеміз. Оның ішінде жаңа өзіңіз айтқан көгалдандыру мәселесі бар, құм тоқтату мәселесі бар, мынау жайықтың бойын тазалау мәселесі бар. Сонымен қатар мына қоқыстарды сұрыптау, немесе мынау жаңа қалай деп айтсам болады, заңсыз төгілген қоқыстарды жинақтау мәселесі. Сондықтан бұлардың барлығын қаражатын егер сізге нақты керек болатын болса, менің бұқаралық қызметтерім сізге толығымен береді. Но біз қандай қаражат экология жұмсасақ та, ол енді міндетті түрде мен ойлаймын, ол былтырғыдан кем емес күйде жүргізіліп жатыр. Спасибо, Тамара. На этот вопрос вам ответят письменно. Я буду ждать. Спасибо. Да, береміз міндетті түрде. Закон КИЗ, Оксана Даирова также с нами на прямой связи. Оксана, добрый день. Пожалуйста, ваши вопросы. Да, добрый день.
Мой первый вопрос, он касается школ. Скажите, пожалуйста, как в регионе решается проблема трехсменных школ? Как вообще в целом снижается дефицит ученических мест? Сколько школ построены в этом году? Какое количество из них являются комфортными? Мен жаңа негізінен баяндамамда айтып өткем, 27 школға қатысты, былай айтқанда 3 ауысымдық мектептердің азаюы бойынша. Біз қазіргі таңда, жаңа сұрағыңыз өте орынды, салынып жатқан мектептердің көпшілігіне қазір мына комфорттық мектептің талабын, жайлы мектептің талабын қойып жатырық. Сондықтан болашақтағы біздің мысалға бұрынғы типтік жобаға сәйкес келмейтін тағы басқа мектептерді біз айтқанда апатты бұзып алып тастап, орнына жаңа комфорттық жайлы мектептің талаптарына сәйкес мектептердің құрылысын жүргізіп жатырық. Егер комфорт жаңа жайлы мектепке келетін болсақ, біздің өңірімізде 9 мектеп жоспарланған, бүгінгі таңда 6-ауы аяқталды, 3 мектепті жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Бұл жерде айта кету керек, қазір Самұрық Қазына Construction деген біздің жаңағы басты заказчигіміз бар. Сонымен қатар жаңағы соның құрылыс мердігер компаниялары бар. Солардың барлығын қадағалап бірге жұмыс істеп отыр. Жылдың соңына дейін қазіргі таңда 85% жаңа 3 мектептің бітіп тұр. Енді ішкі құрал жабдықтармен жаңа ішкі жұмыстарынан қалып отыр 15%. Жылдың соңына дейін осы 3 мектепті толық аяқтауды көздеп отыр. Сколько конкретно школ стали не трехсменными, а двухсменными и, может быть, даже односменными? Ну, такой уточняющий вопрос. Школ у меня 11 школ. Тут вы имеете в виду трехсменных школ? Да, трехсменных. Да. Остается сейчас. Здесь есть 11 школ трехсменных. Здесь необходимо, наверное, обозначить, в некоторых школах, допустим, трехсменка образуется из-за языка преподавания. То есть, көп жағдайда, мысалға, орысша беретін мектептерде, мысалы, менде 3 ауысымдығы болып отыр. Бұл 3 ауысымды болып отырған себебі мектеп жоқтықта емес, орысша беретін мұғалімдердің тапшылығында болып отыр. Біз, мысалға, жыл сайын осы мамандықтар бойынша әкімдіктің грантын бөлеміз. Сол грант бойынша осы немесе жаңағы қолдау көмектерінің арқылы жаңа мамандарды тартып отырықта. Сондықтан көп мектептер енді бізде жаңа қазақша мектептер болғандықтан олар енді бір бөлек, көпшілік жаңа орыс мектептерінде 3 ауысымдық болып отыр, себебі маманның тапшылығынан, ал мектептің жоқтығынан емес. Осы сәтті пайдалана отырып, мен өте жақсы сұрақ қойды. Егер де жаңа орысша мектептерде сабақ берем, жаңа Атырауға келіп жұмыс жасаймын деген мұғалімдер болатын болса, мен шақырам. Хорошо. И второй вопрос вам касается сферы ЖКХ. Скажите, пожалуйста, что делается для модернизации этой сферы, какие проекты реализуются, и вообще в целом, как решается вопрос водоснабжения? Рахмет сұрағыңызға. Жаңа негізінен айтып өттім, бізде енді ауыз сумен қамтамасыз ету болсын, жаңа газ болсын, электр желісі болсын 99% деп, бірақ үлкен мәселе бұл жерде жаңа тозығы жеткен желілер немесе жаңағы сыйымдылығы, қуаттылығының мысалы көп жағдайда жетпеуі орын алып отыр. Себебі қала үлкейді, тұтынушылар көбейді, жаңа тұтыну көлемі артты. Осыған байланысты мынау ескі желілерді немесе бұрынғы жаңа желілерді модернизациялау. Сондықтан біз жаңадан емес, мынау сол модернизацияға көп көңіл бөліп келеміз. Жаңа баяндамамда айтқандай, мысалы айтып өтетін болсақ, мынау Агрес Финский дегенді салдық. Бұл жерде мысалға көгілдір отынға мысалға сұраныстар бар, берейік десек, жаңағы бере алмаймыз, себебі оның қуаттылығы жетпей жатыр да. Сондықтан қосымша сол жерде
мысалға магистралды газ құбырын салып өттік. Ендігі алдағы уақытта қаланың сол жағалауында да осындай магистралды құбыр салуымыз керек, себебі ол аз уақытта ояқта да осындай мәселе ертеме кешпе пайда болады. Ауыз су мәселесінде де жаңа 50.000 текше метр суды тазарту қондырғысын құрдық дедік қой. Енді қазір тағы да мысалға 60.000 текше метр су тазарту қондырғысы бойынша жобалау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Себебі қазірдің өзінде біз көріп отырмыз, бұл Атырау қаласы мен мысалы Мақат ауданына көбіне жаңа сумен қамтамасыз етеді. Қазіргі таңның өзінде уже сұраныстар көбейіп отыр. Электр желілерінде де мысалға жаңа шағын аудандарда бұрын егер жеке сектор болатын болса, қазір көне жеке секторлардың орнына ірі мысалға жаңа тұрғын үй комплекстері салынып жатыр. Бұл жерде тұтыну әрине уже 2-3 10 есеге дейін көбейеді. Сондықтан бұл жердегі де мысалға желілерді толығымен жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Бір сөзбен айтқанда, тұрғындарға сапалы, тұрақты қызмет көрсету үшін біз осы желілердің жаңадан құрылысын немесе модернизациясын өткізіп жатырмыз. Негізгі жұмыстарымыз осы уақытта. Оксана, спасибо большое. 24 КЗ, Алишер Али, пожалуйста. Арстан Балтин, дайын тұрсаңыз. Серік Жамбулұлы, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Енді қазақта сөз бар ғой, Атырау балығының дәмі балдай, сорпасын татып көрсең дәмі қандай дейді. Енді жаңа да бір сұраққа жауап бергенде өзіңіз айтып қалдыңыз, балық шаруашылығына көңіл бөліп жатырмыз деп. Енді осы салада нақты қандай шаралар қабылданып жатыр? Айта кетсеңіз. Жобаларды ба? Иә. Бұл салада бүгінгі таңда 3 жобаны айтқанда, өзімізше айтқанда ірі жобаны іске асырып жатыр. Біріншісі бұл Адана деген жаңағы балық өсіру зауыты іске қосылып жатыр. Себебі бұл жерде тауарлы балықтарды өсірумен қатар жайық бойында Каспий теңізінде бекіре балығын сақталуына өзіндік үлесін қосады. Шабақтарды өсіреді. 15 миллионға дейін мысалы бекіре шабағын өсіріп тұрақты түрде мысалы жайық өзені арқылы Каспийға жіберу бойынша. Бұл енді балық өсіру бағытында. Сонымен қатар қазір Шортанбай деген бізде балық заводы болған, соның үлкен модернизациясын өткізіп жатыр. Бұл негізінен балықты уже өңдеу мәселесіне қатысты. Себебі бізде мысалы мен көп сұрақта естіп жатам, мысалы Атырауда балық жаңағы бар, бірақ неге ол мысалға Астананың немесе басқа да өңірлерде мысалы көрінбейді деген сұрақ туындайды. Сондықтан бұның ең бірінші мәселесі бұл өңдеу мәселесі. Сондықтан да осы бізде жаңағы ауланған балық түрлерін тек қана жаңағыдай мұздатып қана біреулерге тапсыра салуымыз, оны терең өңдеп жаңағы тұтынушыларға жеткізу бойынша осы жобаларды іске асырып жатыр. Басты мақсатымыз негізінен аквакультура деп айтамыз, тоғандарда балық өсіруге біз көңіл бөлуіміз керек. Жаңа Астраханьда бекерден бекер айтқан жоқпыз. Мысалға Астрахань өлкесінде мысалы тоғандарда балық өсіру мәселесі өте жақсы дамыған. Қолдау көрсеткіштеріне қарайтын болсақ, субсидия, мемлекеттік тағы басқасы біздің де ояқтында бірдей. Біздікі олардан кем емес, артық болмаса. Бірақ бір жаңа кенже қалып қойған тұсымыз бар да. Сондықтан осы жерде қазір көптеген өзіміздің әріптестерімізбен жаңағы жұмыстанып жатыр. Осы тоған шаруашылығын Атырауда бір бөлек дамытсақ деген. Жақсы, енді екінші сұрағым, жаңа өзіңіз сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой. Бізде мектеп емес, маман жетіспейді деп. Енді осы қандай да бір жұмыстар жүргізіп жатыр ма? Маман тартуға байланысты. Енді өзіңіз қалай ойлайсыз? Бұның шешімін қалай табуға болады? Мектепке қатысты ма? Маманға қатысты, жаңа маман жетіспейді дедіңіз ғой. Мамандарға қатысты енді ол әртүрлі. Жаңа денсаулық сақтау бойынша сөзімді айтып өттім, біз көтерме ақылар бердік, тұрғын үй жаңа бағдарламаларын жасадық. Бұл жерде енді бір өзі мысалға көп емес және дәрігерлердің ішінде бір узкий специалисттер болады, мысалы қажет болады. Ауылдық елді мекенде жоқ, мысалы ол тек қана қалада тұрғысы келеді мысалы. Ондай жағдайларға біз жаңа айтып отырмық, көтерме ақы, тұрғын үй тағы басқа мәселелермен шешіп бердік. Мектепке қатысты бұл жерде де бірқатар шаралар қабылдап жатыр. Мысалға қазіргі таңда қызметтік жаңа
пәтермен жетіспеген маманды қамтамасыз ету. Тағы да қазір отбасы бабымен жұмыстанып жатыр. Білім саласының жаңа қызметкерлеріне жеңілдетілген несие беру бағдарламасын пысықтап жатыр. Қазір осы пысықталып болғаннан кейін оны қабылдаймыз және ол қолдауды көрсететін боламыз. Себебі мектеп саласында да толығымен жауып отырғанмен жаңағыдай орыс тілді мамандарымыз өте тапшы болып отыр. Ол бізге уже көрініп отыр. Мысалға. Жақсы, рахмет. Көп рахмет. 24 кезі Тарсан Балтин. Мысалы, жекеменшік мектептер ашылады ғой. Сол кезде біз мысалы жаңа орысша мамандар бойынша біз талап қойып отырдық. Мысалға, бином мектептерінде 20%-ға дейін жаңағы ашылған класстардың 20%-на дейін осы орыс тілді класстар болсын деп сондай талап қойып отырмыз. Олар өздері де жекеменшік мектептер осы мәселеге бізбен бірге көңіл бөлу керек. Серік мырза, біздің тікелей эфирдің уақыты тапшы. Сұрақтарға қысқа жауап берсеңіз өтініш. Ассаламу алейкум. Трасса Атырау-Уральск подвергается постоянной критике. Какие работы планируются в этом направлении? Атырау-Уральск? Атырау-Уральск. Атырау-Уральск, ол Атырау-Урал трассасы дейміз. Бізде шатаспасам 280-290 километрі біздің Атырау өлкесінде. Бүгінгі таңда былтырғы болған су тасқынының әсері болар. Биыл өте қатты шағын болды. Себебі көп жерлерде шұңқырлар пайда болды. Бірінші кезекте қазір біз Қазавтожолмен министрлікпен, бұл республикалық трасса, министрлікпен тұрақты түрде жұмыс істеудің арқасында қазір бүкіл осы шұңқырларын жауып, жаңағы қауіпсіз деңгейге келтірдік. Келесі жылдан бастап орташа жөндеу жұмысын жүргізетін болады. Бұл екі этаптан тұрады. Біріншісі өте қиын участка. Бұл Махамбет біздің ауданымыздан біздің шекарамызға дейінгі жер. Әсіресе көп зардап шеккен жаңағы жер. Сол жерге келесі жылдан бастап орташа жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Бүгінгі таңда мердігерлерді анықтап жатыр. Осы көктемнен айынан бастап уже жұмысты бастайтын болады. 22 миллиардтай ма құны. Сосын екінші кезекте уже қала мен Махамбеттің екеуінің ортасын жаңағы тоже жабады. Бұл орташа жөндеу. Негізінен бұл трассаны бірінші категорияға ауыстыру бойынша біз жұмыстанып жатырық. Енді қаражатқа байланысты болады, өте қомақты қаражатты талап етеді. Бұл жердегі интенсивность өте жоғары. Сондықтан 28-29 жылдарға жаңадан жоба жасақталып, бұл трасса бірінші жаңағы категорияға өтуі мүмкін. Оған біз министрлікпен Қазавтожолмен жұмыс жасап жатырмыз. На сегодняшний день в специальной экономической зоне НИНТ реализуются крупные страновые проекты. Планируется ли открытие специальной экономической зоны для малого и среднего бизнеса и развития нефтехимии? Сұрағыңызға рахмет. Енді бұл жаңағы сөз айтып отырған арнайы экономикалық аймақ, бұл өзі сол мұнай химия аймағы. Бұл жақта басқа жоба іске асырылмайды. Жаңағы айтып отырсыз ғой, мысалға ол жерде полипропилен зауытын біз іске қостық. Болашақта іске қазір құрылысы жүріп жатқан полиэтилен, сосын келесі жылы басталатын бутадиен зауыттар сол жерге орналасады. Сонымен қатар енді шағын және орта бизнеске арналған учаскелер бар. Бұлар осы полиэтилен, полипропилен немесе бутадиен өнімнен шығатын жаңағы химияның келесі бір қосалқы құн қосатын жаңа өнімдерін істейді. Геосинтетикалық жаңағы решетка қазір жұмыс істеп жатыр, біз оны аштық. ФФС жаңағы қапшықтар деп айтамыз, жаңағы стричхуд жаңағы пленкасы дейміз. Сондықтан жаңағы пленкаларды тағы басқаларын шығаратын зауыттар соның ішінде бар. Бірақ бүгінгі таңда премьер-министрдің қолдауымен Олжас Абайұлының соның қасынан біз арнайы бөлік экономикалық аймақ аштық. Бұл уже мұнай газ химиясына тек қана қатысты емес, ал барлық осы шағын және орта бизнес, жаңағы біздің ірі ТШО, интюси тағы басқа жобаларға пайдаланатын өнімді локализация дейміз, жаңағы өндірістерді осы жерге шоғырландыру үшін сондай қазіргі таңда аймақ ашып, инфраструктурасын жүргізу бойынша жұмыстанып жатыр. Уже қалған өндірістерді мұнай химия саласына жатпайтын сол жерге орналастырамыз. Спасибо, Арслан. Астана ТВ Мадияр Тельман бар ма? Жоқ болса, Халық пресс Алина Есина. Алина с нами на прямой связи. Алина, добрый день. Вопросы будут?
Здравствуйте, да, вопрос есть. Пожалуйста. В Атырау в историческом районе, микрорайоне Жилгородок, планируют снести 12 домов, которые ранее входили в список памятников истории и культуры. Почему и кем было принято такое решение, и что построить на месте снесенных зданий? Қай жерде деді, Алина, түсінбей қалдым. Повторите, пожалуйста, Алина. В Атырау в микрорайоне Жилгородок, в историческом районе, планируют Жилгородок, снести 12 домов. Более детально можно уточнить, Жилгородокта қай жерде ол үйлерді хотят снести? Там на нескольких улицах. Сейчас я вам скажу точно. Исторические значения бар памятниктің орнында ма? Ранее входили в этот список, но сейчас уже вычеркнули из этого списка. Это по улицам Волгоградская, Уэзова и Ондасынова. Алин, біз қосымша сізге берейік. Мен егер жаңағы тарихи нысандар болатын болса, тарихи нысандар, олардың орнын ешкім мысалы бұзып салмайды. Егер енді тозығы жетіп бұзылып қалған, ол жоқ жаңағы орындар болатын болса, онда ол енді әрине бір бөлек қаралады. Потому что бізде мысалға ескі қала бар, Жилгород емес, ескі қалада мысалы көптеген үйлер бар. Мысалы ескі көне заманнан келатқан. Олар уже тозығы жүріп бітті, уже құлап жер болып жатқан үйлерде. Енді оларды әрине олардың орнына бір заттар салынатын болар, нысандар. Сондықтан сіздің сұрағыңызды мен түсіндім. Біз қосымша бірге зерделейік те сізге жауабын беремін мен. Еще вопросы будут, вам письменно ответит Алина. Все, вопросов нет. Все, спасибо. Рахмет. Қазақ радиосы Азамат Тлепов бар ма? Қайырлы күн әріптестер. Ассалаумағалейкум, Серік Жамбулұлы, қош келдіңіз Астанаға. Қазір енді елімізде үлкен науқан жүріп жатыр, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты қарсы жалпы 16 күндік науқан басталды елімізде. Енді өзіңіз білесіз, президенттің өзі де айтады, біз әділетті Қазақстан дейміз, қауіпсіз қоғамда өмір сүру деген мәселені айтамыз. Енді жыл басынан бері соңғы 10 айдың көрсеткіші бойынша облыста осы тұрмыстық зорлық-зомбылық салдарынан 4 әйел көз жұмған екен. Жалпы енді жергілікті атқарушы билік тарапынан осы отбасы институтын қалыптастыруда, нығайтуда облыста қандай да бір шаралар атқарылып жатыр ма? Әрине, бұл жөнінде өте орынды сұрақ. Қазіргі таңда қарасаңыз, мынау осы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты арыз шағымдар көп түсіп жатқан. Бұл нені білдіреді? Бұл меніңше қоғам бұл мән-жайға тек қана қарап қоймай бұрынғыша бір көнімді ма сондай жүрмейді. Ол уже міндетті түрде жаңағы полиция департаментінде мысалы хабарласып отырдық та, бұндай заттарды біз міндетті түрде тікелей қарап зерделеп отырып, шатаспасам 4000 үстінде 5000-ға жуық па осындай бізге қоңыраулар салынып тұрған. Солардың барлығын біз жаңағы талдаудан өткіземіз. Міндетті түрде шығады, зерделейді. Егер жаңағы осыған қатысты бір бұлтартпау шаралары тағы басқа болатын болса, оларды біз қолданып келеміз. Бұдан бір бөлек енді әкімдік тарапынан атқарылатын жұмыстар, бұл негізінен көбі профилактикалық шаралар, және біз арнайы орталықтар құрғанбыз. Сонымен бірге сол орталықтарға тікелей хабарласуға ыңғайлы болу үшін QR код дейміз. Бұл жерде тек қана біз әйел адамға қатысымыз, балаға да қатысты осындай мысалға. Ол QR кодтарды мысалға мектептерде, жаңа қоғамдық жерлерде барлығында да біз белгілеп қойдық. Ол жерде біздің психологтарымыз бар, жаңағы заң жүзінде жүргізеді, жаңағы біздің орталықтар арқылы қабылдаймыз, тиісті әлеуметтік, тиісті құқықтық, тағы да басқа көмектерді осы орталықтар арқылы біз көрсетіп отырмыз. Және екінші сұрағым, соңғы күндері бұқаралық ақпарат құралдарында Атыраудың кейбір аудандарында тышқан қаптаған туралы ақпарат тарады. Енді хабардар шығарсыз ол мәселеден. Тіпті мына Махамбет ауданында балабақшаларда уақытша жұмысын тоқтатқан. Осы мәселе қалай шешіліп жатыр қазір? Сұрақ өте орынды, маңызды. Бұл негізінен Атырау қаласының ең шеткі округінде, және Махамбеттің осы Атырау қаласымен шеттелетін округінде орын алды. Мамандардың айтуынша былтырғы жылғы су тасқынының салдарынан осы айтқанда тышқандардың көбеюіне бір өзіндік септігі тиді деп
негізінен енді қарасақ Атыраудың көптеген территориясында әрине былтырғы жылы су тасқында судың астында қалғаны рас. Бірақ именно осы екі округтың аясында осындай мәселе орын алды. Біз міндетті түрде тиісті комиссияларды құрып, тиісті шараларды алып жатырық. Ол мысалға енді әлеуметтік нысандарды пайда болғаннан кейін олар жаңағы онлайн режимге ауыстыру, тағы басқа заттарды міндетті түрде алдық. Және үнемі оларды қазір ғана зерделеп, улап, жаңағы деразитация сол жұмыстарын жүргіземіз. Сонымен қатар елді мекендерге жаңа кірмеуінен жол бермеу үшін белдеулер немесе жаңағы тиісті улау шараларын қолданып келеміз. Ол жерде шатаспасам 12-ден астам осындай қызметпен айналысатын компаниялар сол жұмыстарды жүргізіп жатыр. Бүгінгі таңда біз үнемі ақпарат алып отырамыз. Себебі мына обаға қарсы жаңа орталық бар. Олар соның барлығын зерделейді және ол жаңағы алған нені жояды. Сонымен қатар сол нелерде оба немесе басқа да аурулар бар ма деген мәселелерді мысалы қарайды. Сондықтан қазіргі таңда бірде-бір ондай носитель ештеме анықталған жоқ. Күннен күнге уже көрсеткіштері жаңағы азайып келеді. Рахмет. Қалыпқа түседі. Көп рахмет. New Times, Тамара Платоненко, пожалуйста. Құрметті әріптестер, біз тікелей эфирде жұмыс істеудеміз. Тезірек микрофонға жақындап, дайын тұрсаңыздар. Пожалуйста, Тамара. Сейчас, секунду. Прошу прощения. 14:30-да бізде келесі баспасөз маслихаты болады. Құрметті әріптестер, тікелей эфирдің уақытын алмайық, өтініш. Сұрақтарыңызды алдын ала дайындап отырсаңыздар. Вы готовы, Тамара? Да, секунду. Можем к вам потом тогда вернуться, Да, хорошо. если вы не готовы еще. Улусмедиа, Асем Гумарова, пожалуйста. Добрый день. Мой первый вопрос касается завода НПЗ, деятельность которого, по словам жителей, ухудшает экологическую ситуацию в регионе. Как вы оцениваете перспективы, как относитесь к идее приватизации или продажи предприятия? Өте маңызды сұрақ. Енді АМПЗ-ға қатысты жаңа айтып өттім ғой. Ең үлкен біз үшін экономикалық тұрғыдағы маңызы болатын болса, сонымен қатар біз мынау экологиялық жағдайын ұмытпауымыз керек. Халықтың көп жағдайда, мысалға қаланың жақын жаңа аймағында орналасқаннан кейін экология бойынша қойып отырған талаптары өте дұрыс, өте орынды. Сондықтан басты қазіргі таңдағы біздің талабымыз осы жаңа ішкі құрылғылардың барлығын модернизацияны өткізу керек, жаңа технологияларды қолдану керек. Себебі бұндай мысалға мұнай өңдеу зауыттары көптеген елде, мысалы қаланың ішінде де бар, бірақ жаңағыдай иіс немесе халыққа жаңағы келтіретін мысалға дискомфорт деп айтамыз ғой, басқалары мысалы жоқ. Сондықтан біз алдымызға қойып отқан мақсатымыз осындай. Ал енді жекешелендіруге қатысты мәселе, енді бұл жерде мен ойлаймын, бұл сұрақты сіз Қазмұнайгазға немесе энергетика министрлігіне қойғаныңыз дұрыс болатын болар. Себебі осы саланың мамандары және енді олар осы ақпаратты мен ойымша толыққанды сізге жауап бере алады. Спасибо. И второй вопрос нам прислали жители Атырауской области, причем неоднократно, поэтому не могу его не задать. На сегодняшний день вы являетесь одним из наиболее долго работающих областных акимов, при этом основные вызовы региона, такие как экологическая ситуация, загрязнение воздуха, дефицит питьевой воды, по-прежнему, к сожалению, остаются нерешенными. Ваши полномочия акима должны закончиться в апреле следующего года. В связи с этим, как вы оцениваете результаты работы и когда уже планируете освободить должность? Енді бұл сұрақты мен байқап жүрмін, көптеген мен әріптестеріме де баршасына қойып жүр. Бағалау жөнінде жаңағы өзіңіз қойған қызметке қатысты. Біріншіден мен саяси қызметкермін. Сондықтан өзім жұмысымды өз басым бағалаған меніңше дұрыс емес. Мен жұмысыма баға беретін халық және басшылық. Сондықтан да бұл жерде мен өз жұмысымды бағалағаным немесе жаңағыдай саяси қызметкер ретінде
дұрыс емес деп есептеймін. Спасибо, Асем. Спасибо. Тамара, вы готовы? Пожалуйста, Тамара Платоненко, New Times. Потом Анатолий Пак, к вам вернемся. Здравствуйте еще раз. Мой первый вопрос. В АТРАУ люди постоянно жалуются на запахи и выбросы. НПЗ стоит прямо в городе, заводы с разных сторон, экологическая нагрузка высокая. Местные жители говорят, что им нужны хотя бы какие-то компенсации, льготы на обследование и лечение. Подскажите, пожалуйста, рассматривается ли вопрос о компенсациях и добиваетесь ли вы этого от правительства? Этот вопрос, в принципе, прозвучал только что, по-моему, Тамара Вальхан жаңа айтқан сияқты. Бұл жерде бұл шешімді табу үшін жаңа өзіңіз сұрағыңызда айтқандай ведомство аралық комиссия құрылып, соның шешімі болу керек. Ол шешімді қабылдау үшін ғылыми зерттеулердің нәтижесі болу керек те. Сондықтан бұл нәтижені қабылдау үшін бүгінгі таңда біз осы комиссияның аясында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен жұмыстанып жатырық. Олар қазір методикасын барлығын әзірлеп бергеннен кейін міндетті түрде тиісті ғылыми зерттеулер өткізіледі. И соның нәтижесі бойынша біз бұл сұраққа қайта ораламыз. Еще вопросы будут, Тамара? Да, будут. Сейчас. Пожалуйста. И второй вопрос. Подскажите, пожалуйста, как в АТРАУ обстоят дела с религиозным экстремизмом? И как, на ваш взгляд, на регион повлияет запрет на никабы? Не создаст ли это дополнительной социальной напряженности в регионе? Ну, касательно экстремизма, я скажу, что ситуация у нас стабильная. Поэтому мы постоянно по этому вопросу работаем в части профилактики. А что касается нихапов, это решение принято в целях безопасности. И на сегодняшний день, например, у нас недопонимания нет. Мы со всеми, значит, людьми разговариваем, объясняем и профилактическую беседу проводим. Спасибо большое. Көп рахмет. Анатолий Пак, Безмедиа, с нами на прямой связи. Анатолий, добрый день. Пожалуйста, ваши вопросы. Добрый день. Вопросов нет. Онда Қазақстан Ернұр Медет. Бірінші сұрақ бағана жауап бере кеттіңіз, бірақ соған қосымша Атырауда экологиялық ахуал ушығып тұрғаны белгілі. Енді зауыттар бойынша қанша кәсіпорын эмиссия лимитін жыл сайын асырып келеді? Нақты санын айта аласыз ба? Бүгінгі таңда лимит асырды деген ондай не жоқ. Жаңа слайдта да көрсеттім ғой. Біз жылдан жылға алынған лимиттен төмендеп жатыр. Және мысалға осыған қарай отырып, экология департаменті алдағы жылға лимит бергенде осыны ескереді. Алдағы жылға жаңағы ұқсат алғанда біз сол лимитті де төмендетіп келе жатырық. То есть сіз айтып отырсыз ғой, мысалы лимит бар, лимиттен асама деп отырсыз. Қазіргі таңда асып отқан жоқ. Ондай жоқ. Егер даже лимитті өзі, например, аспаған жағдайда келесі ұқсат алған кезде біз ол лимитті де төмендетіп жаңағы беріп жатырық. Сондықтан осы уақытта жұмыстар менің ойымша ары қарай осылай жалғастыра береміз. Біздің мақсатымыз ол лимитті көтеру немесе лимиттен асыру емес. Ал енді бірақ жаңағы фактылар, мысалға анау бізде қазір жаңа ең үлкен айыппұл да болғаны да, ол мысалға мынау сераның лимиттен тыс, ұқсаттан тыс артық жаңағы болған. Ондай кездерде біз міндетті түрде жаңағы айыппұлын салып шарасын қолданамыз. Жақсы, рахмет. Екінші сұрақ. Атырау аумағында заңсыз қоқыс полигондары көп дейді. Бұл мәселемен күрес қалай жүріп жатыр? Заңсыз полигондары енді көп деп айта алмаймын. Бірақ заңсыз полигондар өкінішке орай бар, шығады. И әртүрлі шығып отыр да. Бұл жағдаймен біз үнемі жаңағы тазарту, анықтау, соған жаңағы соныған қатыстылар болса шараларын қолдану бойынша жұмыстар жүргіземіз. Қалай анықтаймыз? Мысалға біз космос мониторингімен анықтаймыз.
өзіміз міндетті түрде жаңағы қала немесе басқа жерлер болса, мынау дрондарды ұшырып, сол арқылы анықтау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әрине, енді бір жерге біреу бір құттай қоқыс төксе, артынан сол жер бір тау бола кетеді, бірінен соң бірі. Сондықтан ондайды болдырмау үшін әдейі полициямен рейдтер жүргізіп, соларды дер кезінде тоқтатып, жаңа аз уақытында жойып тастау мәселелерін қойып жатыр. Заңсыз полигондар. Қоқыспен күрес жүріп жатыр ғой, Бірақ бұл тұрғындардан келген сауал, қоқыс полигондары жер-жерде көбірек деген. Әр жерге төккен жерлер болар, бірақ негізінен Атыраудың айналасын қарауымызға болады. Космомониторингте де меніңше көпшілікке ұқсат етілген ғой. Бізге міндетті түрде космомониторингтің несі келеді, олмен де қараймыз, дронды да ұшырып қараймыз. Қала аймағында да, ауыл елді аймағында да сондай бар. Мысалға космомониторингте кейбір аймақтар келеді, ол мысалға бізде қалада 8 полигон бар, заңда ұқсат етілген. Және 47 алаңшалар бар. Себебі біз барлық аудандарда, орталықтарында сұрыптау қондырғыларында құрғанбыз. Себебі сол жерде жаңа 8 полигонымыз жинап, сол жерде сұрыптаймыз. Бірақ мысалға шалғай ауылдық округтер бар ғой, олар күн сайын мысалға аудан орталығына таси алмайды. Сондықтан ол жерде жинақтау пункттері бар. Мүмкін сондай нәрсені айтпаса, бірақ оларды мысалы қоршап, күтіп ұстау бойынша қаражаттар бөлініп, жұмыстар жүргізілуде. Көп рахмет. Информбюро, Гулима Таджибаева с нами также на прямой связи. Гулима, добрый день. Пожалуйста, ваши вопросы. Здравствуйте. В связи с капитальным ремонтом Атырауской областной больницы жители и врачи вынуждены посещать модульный госпиталь, расположенный в пригородном поселке Сарозек. Можете сказать, когда завершится капитальный ремонт областной больницы и какой процент работ выполнен уже на сегодня? Жақсы, өте жақсы сұрақ. Облыстық аурухананы осы алдағы жылдың бірінші жартыжылдығында толығымен аяқтауды жоспарлап отырмыз. Себебі ол жерде мынау жобаға қатысты кейбір кемшіліктер шықты да, енді істегеннен кейін толығымен дұрыстап істеу үшін қазір сол өзгерістерді енгізіп жатыр. Бірақ оған қарамастан жұмыстар тоқтап жатқан жоқ. Алдағы жылдың жартыжылдығында біз толығымен оны аяқтаймыз. Бірақ бұл жерде мен айта кеткім келеді. Жаңа онкодиспансерді айттым. Көбі осы облыстық ауруханаменен шекаралас орналасқан нысандар. Бұл жерде бірнеше нысандар бойынша жұмыстар жалғасады. Бұл сіз айтып отырғаныңыз бер жағында бірақ жаңа корпусы. Осыдан кейін біз облыстық аурухананың екінші апатты тұрған корпусына қарай ауысамыз. Сондықтан бұл жұмыстар тек қана келесі жылмен бітіп қалмайды. Сіздің жаңа айтып отырған корпус бойынша келесі жыл аяқталады. Қалған жұмыстарды осы кезең-кезеңменен жаңағы атқаратын боламыз. А какой сейчас процент уже выполнен на сегодня? Процентпен айтатын болсақ, сізге өтірік айтып қоймасам, где-то 70% бітіп тұр ол жұмыстың, 70-80%. Хорошо. Почти все клиники, которых обвинили в организации схем вывода пенсионных накоплений на лечение зубов, работали в Атырауской области. С чем это может быть связано? И в регионе это является популярным направлением бизнеса? Бұл жерде енді қалай айтсам болады, бізде жаңа айттым ғой, көптеген өндірістік аймақ болғаннан кейін орташа жалақымызда жоғары, сондықтан мынау халықтың көпшілігінде мынау зейнетақы қорына жинақтаған жаңа көлемі жоғары болуы сол себеп болған болар бірінші кезекте. Менің жеке пікірім, жеке ойым. Ал енді ол бизнестің түрі деп мен есептемеймін. Бұл заңсыз нәрсе. Ол жөнінде енді арнайы жаңа өзіңізде бұқаралық ақпараттан естіп жатсыздар. Жаңа қылмыстық істер қозғалып, тергеу тексеру амалдары жүріп жатыр. Оны енді мен комментировать ете алмаймын. А вообще вот стоматология это популярное направление в области? С учетом того, что именно в этой сфере выявили такие хищения? Бұл жерде мен кешірім сұраймын. Бұл жерде, наверное, ашық айту керек болатын ба? Егер заңды жаңа қызмет атқарып жатқан мекемелер болатын болса, онда әрине халыққа қызмет көрсету керек сапалы түрде. Ал егер
тек қана жаңағыдай заңсыз ақша шығару тағы басқаға айналатын болса, онда меніңше дұрыс емес. Спасибо, Гулема. Именно в стоматологии... На ваши вопросы уже ответили, Гулема. Да, просто именно в этой сфере нашли такой 46 миллиардов тенге вывели. Это довольно крупная сумма. Пенсионныйдан өзі тұрғын үйге беріледі, сосын тіске беріледі, тағы қайда беріледі. Может, басқасы болмаған болар шығаратын жолдары. Рахмет, Гулема, на ваш вопрос ответили. Если вы хотите более развернутый, подробный ответ, вам ответят письменно. Спасибо. Атамекен бизнестен әріптестер сұрақтарын жіберіпті. Жақында Атырау іргесіндегі Талғайран ауылында орналасқан 60 үйдің тұрғындары баспана сапасына шағымданған болатын. Ондағы үйлердің қабырғасы мен іргетасы жарылып, халық үлкен үрейде отыр. Жалғыз бұл емес, Атырауда көп жыл өтпей сапасы сыр берген нысандар көп. Кез келген құрылыс аяқталған нысанды қабылдап алатын мамандарды қаншалықты бақылауда ұстайсыз? Тексересіз бе? Өте жақсы сұрақ. Әрине, міндетті түрде тексеріледі, бірақ енді көп нысандар уақыт өте келе жаңағы өзінің сыр беріп жатқандарын көрсетеді, немесе апаттық жағдайға келіп жатқандарын. Оның бірнеше факторлар бар, күтіп ұстау бар, немесе жаңағы кезінде салған кезінде құрылыстың кеткен кемшіліктер бар. Сондықтан егерде тиісті жаңағы жұмыстар сапасы тағы уақытқа атқарылатын болса, ол құжаттарды, ол материалдарды біз міндетті түрде мысалға құқық қорғау органдарына тиісті жаңағы нелерге береміз. Ол бойынша бір бөлек шешімдер қабылданады. Енді сіз айтып отқан Талғайранға келетін болсақ, мен ол жерде сол тұрғындармен де кездестім. Бұл жерде айта кету керек, екі мәселе болып тұр. Біріншісі, осы былтыр су тасқыны болғанда сол аумаққа жақында су келді. Енді кейбір мамандар судың келгенінің кесірінен жер асты сулары көтеріліп, сол бір себепкер болды дейді. Екінші де бұл кезінде, құрылыс кезінде құрылыс нормалары бұзылды деген пікірде. Сондықтан біз бүгінгі таңда мемлекеттік мекеме бар, Казниса деген, солардың мамандарын шақырып тиісті зерделеуді жүргіземіз. Геологиялық, жаңағы осы сұраққа жауап беру үшін, солай болды ма жоқ па, и құрылыс нысандарының сапасы бойынша құрылыс нормалары, жаңағы проекттегі шешімдер сақталды ма жоқ па. Содан кейін тиісті шешімдерді қабылдаймыз. Бұл жерде айта кету керек, негізінен тұрғындар бұл үйді өздері несиеге алған, енді қаражатын төлеп отыр. Сондықтан тұрғындардың құқығы толығыменен сақталады. Көп рахмет. Алашорда Серік Жолдасбаев бізбен бірге тікелей байланыста бар екен. Серік мырза, қайырлы күн. Серік мырза, сұрақтарыңыз бар ма? Серік мырза, сұрақтарыңыз болса, қосылсаңыз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Атырау облысының тұрғындары мына биыл жем-шөп шығындарын арзандату бойынша субсидия беру кешеуілдеп жатқанын айтады. Тіпті мына субсидия берілмей қалама деп алаңдаушылықтар бар. Осы жылдың соңына дейін міне аяқталуға аз ғана уақыт қалды ғой. Жалпы халық шаруалар субсидия ала ала ма? Жақсы, мен сіз сұрағыңызға жауап берейін. Бұл жерде жүйелі түрде айту керек. Сіз айтып отырған субсидия бұл облыстың қаражаты болған кезде мынау гидрометеорологиялық жағдайға байланысты төленетін субсидияның бірі. То есть бұл жерде мысалға міндетті түрде ол қаралады. 22-23 жылдары бұл субсидияны шаруагерлермен кездескенде де мен өзім айтқан болатынмын. Біз мынау сонау қалайды құрғақшылық жыл болғандары біз қолдап көмектестік. Былтыр, енді өзіңіз білесіз, су жақсы келді, биыл да ауа райы жақсы. Сондықтан да биыл да, былтыр да бұндай шешім қабылданған жоқ, субсидия төлемейді. Бұл жөнінде мен өзімнің халықпен кездесулерімде де барлығында да айтып жүрмін. Екінші мәселе, бұл жерде айта кету керек, біз жұмысты ұйымдастырған кезде, мысалы, кешенді мәселеге көп көңіл бөлеміз. Мысалға,
мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін мал азығын өндірумен де оны дайындаумен де айналысу керек. Тек қана жаңағыдай субсидия деп қоймай, ол жерде қазір біз мынандай шешімдерге келдік. Мысалға, мал азығын өсіріп айналысам деген дождевальный аппарат дейміз. Біз өзіміз қазір сол зауытты Атырауда құрастырдық. Содан Атыраудан шығады. Көпшілігі қазір алып пайдаланып жатыр. Соны 80%-ға дейін біз жеңілдетіп бердік шаруагерлерге. То есть 80%-ын үкімет төлеп береміз. Міне, сіз осы аппарат арқылы өзіңіздің территорияңызда тиісті құнарлы мал азығын 3 рет өндіріп алуыңызға болады. Енді біздің табиғи жағдайымызды Серік мырза өзіңіз де біліп отырсыз, жаңа айттым ғой мен, 56 біздің жаңа пайыз жерімізді құнарсыз деп. Сондықтан біздің мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін ол жем шөп мәселесінде осылай шешуіміз керек. Сондықтан алдағы уақытта жүйелі түрде болу үшін қазір біз осы бағыттарға үлкен қолдау көрсетудеміз и көрсетеміз де. Бақылау сұрағы, мына ауыл шаруашылығы министрінің басқарма басшысы Серік Нұртаза жалпы ақшаны көбейту мәселесін облыстық әкімшілік шешеді деп айтқан екен. Жалпы облыстық әкімшіліктің жалпы жем-шөп мәселесін шешуге қауқары жете ма? Енді министрліктің комментарийсін мен комментировать етпей-ақ қояйын. Себебі көп жағдайда өңірлер біз барлығына жауаптымыз ғой, қандай жағдай болмасын. Сондықтан ол мынау сіздің көтеріп жатқан мәселе, ол жергілікті бюджеттің мәселесі болғандықтан кейін мен сізге жергілікті мәселені айтып жатырмын. То есть бүгінгі таңда оған қаражат бөлінген жоқ, және биылғы жылы ондай субсидия төленбейді. Жылдың басында неге айтылмады осы нәрселер? Айтылды. Жақсы, екінші сұрақ. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мына орталық батыс автожолын Астана Ырғыз арқылы жүргізіледі деп айтқаны белгілі. Атыраулық тұрғындардың арасында аталған жолды жалпы Ырғыз Құлсары деп созуға ұсыныстар айтылып қалады. Жалпы Ырғыз Құлсары жолын салу мүмкіндігі бар ма? Осындай ұсыныс сіз жоғары жаққа үкіметке айта аласыз ба? Енді ұсыныс біз әрқашанда үкіметпен бірге қарым-қатынастамыз. Біз айта аламыз. Өзіміздің мәселелерімізді де, ұсыныстарымызды да мысалға үкіметке айтып, біз бірлесе шешімдер қабылдап, солай жұмыстанып жатыр. Бүгінгі күнге дейін де, болашақта да ол жұмыс солай болады. Енді мен сіздің айтып отырған ұсынысты бүгінгі таңда бірінші рет естіп отырмын. Себебі Атырауға қатысты транспортны логистикалық жаңа жолдарға қатысты мен сізге айтып өтейін. Мысалға Құлсары Мұқырыл жолын қазір салып жатыр. Бұл Құлсары Мұқырыл жолы нені береді бізге? Мысалға, Маңғыстаудан келе жатқан бүкіл потоктың барлы Ақтөбеге кететіндер, Доссорға дейін келіп, содан бұрылып жатпайды, бірден жолды қысқартып, Ақтөбеге баратын жолға шығады. Одан бір бөлек жаңағы айналма жолдар бар. Құлсарының айналма жолы, Доссордың айналма жолы, және Атырау қаласының жаңағы айналма жолдары. Олар өздігінен, например, қалаға кірместен транзиттік жаңағы көліктерге тез арада жол жүруге мүмкіндік береді. Сонымен бірге, мысалға, Махамбет Ерғалиев деген жол бар. Атырау Астраханьнан, егер Атырау бағытына кететін болса, мысалы, қалаға дейін келіп, қаладан жаңағы Атырау Оралға бұрылып жүрмейді, жаңағы Ерғалиевтен Махамбетке шығады, сол жерден өтіп кетеді. Ал енді Құлсары мен Ырғыздың бойын, мен даже қазір өзім картаны представить еткен өзінде де, ол қанша километр, қай жермен өтетін мен көре алмай отырмын. Ондай мәселе мен алғаш рет естіп отырмын. Біз мамандармен зерделейік. Егер тиімді болатын болса, Қазақстан әрине транспорт логистикалық инфрақұрылымды дамытуға ол бірінші басымдық беріп отыр. Жақсы, рахмет. Серік мырза, көп рахмет. Сонымен тікелей байланыста бізде бес медиа Зарема Абдрахметова бар. Зарема, добрый день. Пожалуйста, ваши вопросы. Добрый день. Мой первый вопрос. По вашему докладу строятся десятки новых медобъектов в области, но врачей все так же не хватает. Можете рассказать, как регион собирается удерживать специалистов, особенно молодых? По медицине, да? Да, по медицинских объектов. По медицине мы на сегодняшний день занимаемся привлечением нехватающих специалистов, и несколько принятые меры. Это первое,
значит, выплата подъемных пособий. Первые, значит, выплаты подъемных пособий. Здесь мы, значит, приняли решение от 5 до 10 миллионов тенге, то есть где отдаленные аулы, селы, если туда идут врачи, мы им выплачиваем 10 миллионов тенге. А где, если районные, там так далее, 8,5, где-то 8 миллионов. А где в самом городе, если остаются, мы выплачиваем 5 миллионов. Тем самым мы сейчас закрываем дефицит кадров. На сегодняшний день, вот за 2 года закрыто более 200 таких вакансий, и у нас остается сейчас нехватки 95 вакансий. Ну, мы еще будем дальше работать. Значит, вторая мера – это, получается, обеспечение жильем. То есть многие молодые специалисты, это в первую очередь, они ставят вопрос, вот, обеспечение работы есть, например, подъемные есть, а как будет с жильем. Поэтому мы в селах, и райцентрах, и, значит, в городе их обеспечиваем служебным жильем. Но если, скажем, есть семейные, которые, допустим, хотят иметь свое жилье, мы с Отпасыбанк приняли программу, где есть льготные займы для медицинских работников. То есть в рамках него на сегодняшний день порядка более 100 человек, наверное, уже купили свое жилье. И третий вопрос, это вот, все-таки, когда вот мы выплачиваем, значит, пособие, у нас есть требование, что данный, значит, человек, он должен проработать на этом месте не менее 5 лет. Но по истечению 5 лет он может, допустим, ну, уйти, никого уже мы не привяжем, но надо взращивать и местных кадров. Поэтому было принято ежегодно выделять гранты по нехватающим нам специалистам, то есть в том числе и правоврачам. То есть мы, акимат, ежегодно выделяем деньги, платим, значит, за обучение, и по приходу они остаются у нас работать. Вот такие меры основные. Ваш второй вопрос, Зарема. Ага, вы вот ранее упоминали о том, что у вас была встреча с представителями ВОЗ и то, что они оценят экологическую ситуацию в Атырау. Можете рассказать в целом про другие итоги встречи, каким образом вот их анализ повлияет на экологическую ситуацию в городе и в целом регионе? Мы с представителями ВОЗ встречались, значит, они непосредственно сами анализ исследования не будут проводить. У них есть аккредитованные в Казахстане, значит, предприятия, то есть мы, получается, анализы будут проводить, значит, эти предприятия. Что касается в целом вот, влияния, значит, скажем, экологии на здоровье людей, в этом плане у них есть, скажем, международный опыт, и в рамках этого международного опыта они сейчас сделают нам методику. То есть и мы должны эту методику, допустим, посмотреть совместно с Минздравом и согласно этим методике провести исследования. Потом эти исследования передаются им, и они анализируют, сделают там выводы. И согласно этих выводов уже будет дальнейшее, скажем, принятие решений зависеть. Спасибо, Зарема. Азаттық радиосы Мәншүк Асаутаева бізбен бірге тікелей байланыста бар екен. Мәншүк ханым, қайырлы күн. Сұрақтарыңыз. Әріптестер саламатсыздар, Серік мырза саламатсыз. Саламатсыз. Менің сұрағым, мынау Қазақстандағы мұнай өндіретін ірі компания, Теңізшевройлдың мердігерлерінің бірі, Сенімді құрылыс деген серіктестік бар. Өте ірі компания, ашық дерек көзге сәйкес, оның иелері Түркия мен ақш азаматтары. Мынау олар құрылыс пен монтаждау жұмыстары бойынша ТШО-дан тапсырыс алады. Осы тапсырысты орындау үшін Қазақстан азаматтарын, жергілікті компанияларды субмердігер ретінде жұмысқа тартады. Мынау Азаттықтың қолына түскен құжатпен атыраулық азаматтардың шағымына бойынша бұл компания жергілікті жұмысшыларға ТШО мен арадағы мына мастер контрактке сәйкес жалақы төлемейді екен, ставканы 3 есе төмендетіп береді деп айтылады.
Сұрақ, ТШО-ның тапсырыстарын алу бойынша жергілікті компанияларға қаншалықты басымдық беріледі? Одан кейін сенімді құрылыс компаниясына байланысты шағыммен өзіңіз таныссыз ба? Бұл факты бойынша облыс әкімдігі қандай әрекет етеді? Өте орынды сұрақ. Біз жергілікті компанияларды тарту немесе жергілікті қызмет алу бойынша үнемі жұмыс жүргіземіз. Себебі бұл айтып отырмын ғой, өңірде жүріп жатқан ірі инвестициялық жобаларда қазақстандық қамтудың үлесі жоғары болу керек. Бұл әрине жаңа өндірісті ашуға мүмкіндік береді, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді, және қызмет көрсету кезінде қазақстандық жаңағы жұмысшыларды тарта отырып, олардың компетенциясын жаңағы өсіреді. Ол себебі үлкен жаңағы шетелдік талаптарға сәйкес қызмет атқарады. Қазірдің өзінде көптеген біздің қызметкерлеріміз, мысалы Катарда, Араб елдерінде де, және тағы басқа елдерде де жұмыс жасап жүр. Сондықтан бұл үлкен маңызды мәселе, оған біз үнемі көңіл бөлеміз. Енді ТШО компаниясы мен жаңа сенімді құрылыстың арасында сіз айтып отырсыз, сізде бір құжат бар деп, мен ол құжатты көрген емеспін, таныс емеспін, оны көру керек. Егер де белгілі бір бере жақ немесе тағы да басқа сұрақ болатын болса, оны біз, мысалы, мен өзімнің басқаруымен 3 жақты келісім комиссиясы деген бар, онда жұмыс берушілер, жұмысшылар және біз әкімдік кәсіподақтармен бірге. Осылар бірлесе отырып, біз мысалға қарастырамыз. Ол сұрақ біздің бұндай комиссияларымызда енді талай берешектер де болды. Қазақстандық пен шетелдік жұмысшылардың жалақысының арасындағы ара қашықтықтың мәселелері болды. Олардың барлығы осы комиссияның аясында қаралып, мысалы, шешілді. Ал сіз айтып отқан сұрақты мен сізден бірінші рет естіп отырмын. Егер құжатыңыз болса, менің баспасөз қызметін берсеңіз, біз танысайық, көрейік. Яғни жұмысшылар шағымнан сіз хабардар емессіз? Жоқ, сіз айтып отырсыз. Бұл құжатпен жеке әкім мырза өзі танысып, зерттеп, зерделеп сізге жазбаша түрде жауап берілетін болады. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Екінші сұрағым бар. Мынау жазда Атырау облысында Украинадағы соғысқа қатысқан үшін бір адам 5 жылға сотталғанын білеміз. Жалпы облыста Украинаға соғысқа кеткен, қатысқан қанша адам бар? Сотқа тартылғандар болсын, осы туралы қандай да бір ақпарат, хабар бар ма? Сіз жаңа бір деректі айтып отырсыз ғой. Сондықтан бүгінгі таңда жаңағы Украина елінде қатысты, шетелде жаңағы қатысты деген жаңағы айыппенен сотталған бір адам. Басқа дерек жоқ. Рахмет. Стан КЗ, Рая Минап ханым, сұрағыңыз бар ма? Әріптестер, дайын тұрсаңыздар. Мынандай сұрақ. Бірінші сұрақ. Қалиев Шапқат Қарашұлы 16 жылдан бері Атырау қаласының Қайыршақты ауылдық округінің әкімі болып келеді. Жергілікті белсенді Рүстем Баязиевтің айтуынша, тұрғындар округтегі тұрақты бейберекетсіздіктен шаршаған және оның отставкасын талап етуде. Шапқат Қарашұлының 80-ге келгенше әкім болатын түрі бар деп айтып жатыр. Осы шағымдар бойынша тексеріс жүргізілмей, қандай да бір шешім қабылдау жоспарланып отыр ма? Жалпы әкімдердің бір орында ұзақ отыруы жайлы не ойлайсыз? Егер сіз ақпаратты қарасаңыз, меніңше Шапқат Қалиев қазір ол әкім болып жұмыс жасамайды, ол округте. Ал егер осыған дейінгі ол азаматтың жаңағы тағайындалуын қарасаңыз, ол сайланған әкімнің бірі. Сол округтың өзі сайлады халыққа. Сондықтан енді ол тағайындалған әкім емес, сайланған әкімнің бірі де. Енді әрине әртүрлі айтуға мүмкін, бір топ қолдау мүмкін, бір топ жаңағы қолдау мүмкін, бірақ ауылдық округ әкімдері, мен сізге айтқым келеді, олар сайланбалы әкімдер. Олар міндетті түрде мысалы сайлауға қатысады, және халық өзі, сол жердің жергілікті халқы өзі таңдап сайлап алады, дауыстарын беріп. Сондықтан ол қанша жыл қалай болады, оны тек қана жаңа сайлаушылар ғана шешеді. Мендегі ақпарат бойынша бүгінгі таңда Шапқат Қалиев ол жерде әкім емес. Тексеріп қараңызшы, біз қосымша айтамын. Жақсы.
Басқа сұрағыңыз бар ма? Бар. Екінші сұрақ. Атыраудың іргесіндегі Талғайран 2 ауылында халық үшін салынып жатыр деген тұрғын үйлер, шенеуніктер таныстырған тұрғын үйлерді тұрғындар көз алдымызда қирап жатыр деп шағым айтып жатыр. Құрылысы 2019 жыл басталып, бірнеше мердігер компания бір мезетте жұмыс жүргізген. Бұл үйлер 2020 жылы пайдалануға берілген. Алайда бүгінгі таңда осы баспаналарға ипотека төлеп отырған жаңа қоныстанушылар түрлі бейне жазбалар жариялап, қабырғаларда жарық пайда болып, іргетас сөгіліп, сылақ қалың қардай өткіліп түсіп жатқанын айтады. Кей үйлерде жарықтар еденнен төбеге дейін созылып кеткенін де көруге болады. Жаңа ғана бұл Үйлерге кеткен құрылыс материалдарын үйге кеткен құрылыс материалдары үнемделген бе деген күдік туады. Енді бұл жерде мынандай сұрақ. Осы жайттан хабардарсыз ба? Қандай шаралар қабылданды? Негізі жаңа ғана Атамекен бизнестен бұны қойды. Мен хабардармын. Толықтыратын болсаңыз. Хабардармын. Ол тұрғындармен кездестім. Жағдайдың барлығын оларды түсіндірді, біз де түсіндірдік, қандай енді алгоритммен. Айтуыңыз орынды, ол жерде көп сұрақтар бар. Бірінші сұрақ, енді үйдің жарылғаннан кейін оның сапалы салынуы, вообще технологиялар сақталды ма деген сұрақтар туындайды да, салу құрылыс кезінде. Сондықтан ол бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, енді әртүрлі жаңа пікірлер, енді салған құрылысшы мердігер, ол жаңағы проект бойынша жалдым дейді, проект айтады, менікі дұрыс дейді. Сөйтіп айналып келгенде екінші сұрақ туындады. Мынау былтырғы келген топан судың кесірі ме, жер асты суларының өзгерісі ме деген сияқты. Себебі ол жерде бірақ үйде емес, бірнеше үйде бар. Сондықтан бұған қатысты біз мынандай шешім қабылдадық. Қазір мысалға Казниса деген мекеме бар, әдейі өзінің сол нелері бар, лицензиялар бар. Солар келіп екі тексеріс жүргізеді. Бірінші жер асты суларына қатысты геологиясына. Қазіргі таңда ол дұрыс па, ол дұрыс емес па, өзгерістер бар ма, жоқ па бұрынғыдан, ол жерде қазір бола ма, ол ары қарай жалғастыруға болмай ма деген. Екіншісі, мынау құрылыс материалдарына қатысты, жаңағы нелерін алып қолданылған жобаға қатысты өздерінің ұсыныстарыменен жаңағы сақталған, сақталмағандығы жөнінде біздің сұрауларымызға жауап береді. Содан кейін уже біз тұрғындармен бірлесе отырып, ол жерде шешім қабылдаймыз. Бірақ мен сізге айта кетейін, сол жерде де айттым, жаңа сұрағымда да айттым. Бұл жерде біз мына затты түсінуіміз керек. Тұрғындар өзінің өзіңіз дұрыс айттыңыз, несие алу арқылы, бұл айтқанда несиесін жауып отырды сол үйлер бойынша. Сондықтан оларға біз жағдайына бей-жай қарамаймыз, және шешім қабылдағанда міндетті түрде оны ескереміз. Ол жерде енді ол жеке менің бақылауымда сұрақ. Көп рахмет, Рая ханым. Айнур Коскина, Total KZ, с нами на прямой связи. Айнур ханым, хайрлы күн. Пожалуйста, ваши вопросы. Добрый день. Первый вопрос у меня связан с недавними событиями, атаками дронов на казахстанский трубопроводный консорциум. И специалисты говорят, что возможно, будет сокращение добычи казахстанской нефти. Скажите, как это скажется, просчитали вы какие-то сценарии, как это скажется на социально-экономическом развитии региона? Айнур ханым, сұрағыңызға рахмет. Біріншіден енді мен қазіргі таңда енді өндірім үшін жауап берейін. Мынау ТШО болсын, Интеуси компаниясы болсын, сол жерде қызмет етіп отқан компаниялардың ешқандай жаңағы өндірісі қысқармастан тұрақты түрде жұмыс жасап отыр. Сондықтан ал енді оның қатысты сіз айтып отқан сценарий, тағы басқа мәселелері менің ойымша, Айнур ханым, бұл энергетика министрлігі мен Қазмұнайгаздың құзыретіне кіреді. Ол жерде нақты мамандар отыр ғой. Сондықтан мен ойлаймын, сіздің сұрағыңызды біз соларға жеткіземіз, солар сізге нақты жауап береді деп. Я правильно понимаю, что на развитии социально-экономическом развитии региона это не скажется? На данный момент. Бүгінгі таңда жоқ, ешқандай өзгеріс жоқ, бәрі тұрақты жұмыс істеп жатыр. Хорошо. Тогда второй вопрос касается сокращения рабочих мест
потому что вот мы знаем, что идет постепенное сокращение рабочих мест в нефтедобывающей промышленности, да, и Атырау как драйвер, фланг, регион, который, да, тянет именно вот основную долю содержания вот там, где рабочая сила, это все-таки у вас нефтедобывающая промышленность, идут сокращения. Как это скажется также на социально-экономическом развитии региона? Что вы предпринимаете, чтобы как-то трудоустроить атыраусов, которые попали под эти сокращения? Өте жақсы сұрақ, Айнұр ханым. Сіз айтып отырған мәселе енді негізінен тікелей мұнай газ мекемелеріне қатысты емес, бірақ сол анау ТШО компаниясымен жүргізген болашақ кеңею жобасына қатысты ПБР дейміз ғой. Сол ПБРда былай айтқанда біз биыл іске қостық, жұмыс жасап тұр тұрақты түрде. Сондықтан осы ПБР-ның құрылысына қатысты мекемелер өздерінің жаңағы келісімшарттары бітуіне байланысты кезең-кезеңменен тоқтатты. Оның ішінде бір мезетте 50-55 мың жаңағы адам қызмет етті. Оның 40% біздің атыраулықтар. Сондықтан қалған енді қызметкерлер өздерінің елдеріне, ауылдарына оралды. Ал біздің қызметкерлер бойынша біз тұрақты жұмысқа орналастыру бойынша жұмыс жасап отырмыз. Мен айта кетейін, жаңа жұмыспен қамту мәселесінде де айттым ғой, жаңа проектілер деп. Біз уже мынау полиэтилен, мұнай газ өңдеу зауыты, газ сепарациялық қондырғысы, бутадиен жобасы, тағы да 2,5 миллиард мұнай газ өңдеу зауытының құрылысы сияқты ірі жобаларды қазір бастап, ал кейінгісін алдағы жылдары бастауды жоспарлап отыр. Осылардың барлығына бізде 10 мыңнан астам адам құрылыс кезінде жұмысқа тартылады. Бүгінгі күні осы қызметкерлерімізді жұмысқа тартып жатырық. Бұл жерде мен айта кетуім керек, жаңа бізде байқасаңыз, жұмыссыздықтың деңгейі 4,9% тұр. Себебі біз мансап орталықтары арқылы, мысалға, олар қандай мамандықтардың қажеттілігі бар бізге береді. Біз осы, мысалға, бізге тіркелген жұмыссылардан оларға ұсынамыз, олар содан жұмысқа қамтып отыр. Осы бағытта біз ары қарай жалғастырамыз. Прогнозируемый уровень безработицы на 2026 год есть цифры у вас? Біз осы в регионе. Айнұр ханым жаңа өзі қазірдің өзінде мысалы көрсетіп отыр, 4,9 деп отыр қой. Бұл осы 4,9-да болады деп ойлаймын. Себебі қазірдің өзінде азаматтарымыз мысалға жұмыстан қысқарғаннан кейін бірден жұмыспен қамту мансап орталықтарына тіркеліп отыр. Оның себебі неде? Себебі біріншіден мынау жұмыссыз қалған бойынша жәрдемақыны алу бойынша біз қолдау көрсетіп көмектесіп отырық. Бір, екіншісі осы жұмыс мансап орталығына тіркелген адамдардың тек қана осы болашақ жаңағы басталып жатқан ірі инвестициялық жобаға осы тіркелген адамдарды ғана ұсынамыз. Сондықтан олармен тіке қарым-қатынас болғаннан кейін бізде осындай бағытта. Сондықтан осы 4,9-ның айналасында алдағы уақытта болады. Рахмет. Рахмет. Рахмет, Айнұр ханым. Адал адам Дәурен Сейітжанұлы өзінің сауалын жіберіпті. Атырау қаласының дәл ортасында орналасқан орталық ФОК 2018 жылдан бері аяқталмай келе жатқан ұзақ мерзімді құрылысқа айналды. Жоба 7 жылдан бері аяқталмай отыр. Құрылыстың ұзаққа созылу себептер мен нысанды аяқтау жөніндегі жоспарыңыз қандай? Маңызды сұрақтың бірі, өкінішке орай енді ол рас созылып кеткені. Бұған бірнеше себептер болды. Бұл құрылыстың барысында мердігерге және осы тапсырыс беруші біздің құрылыс басқармасындағы әріптестерімізге қатысты қылмыстық істер болып, соның процестері жүрді. Соңғы нүктені жоғарғы сотта қойылды. Біздің әріптестеріміз ақталды. Сонымен біз қазір ол объектіні өзімізге алдық. Неге осыған дейін бастай алмадық? Себебі осы сот процестерінде көптеген соттың сараптамалық экспертизалар дейміз ғой, тағайындалды.
Сондықтан бұл объектіге мысалы бастап немесе аяқтау үшін біз жұмыс атқара алмадық. Енді осы жылдан бастап мердігер анықталып кірісті. Қазірдің өзінде 80%-ға дейін жұмыс аяқталып тұр. Осы жылдың басына олар бізге толығыменен тапсырады, іске қосады. Көп рахмет. Туран инфодан Исламбек Дасанұлы екі сұрағын жіберіпті. Атырау футбол клубы КПЛ соңғы сәтте бірінші лигаға ұшпай қалды. Клуб президенті Дидар Сыдықбек жұмысы туралы ашық пікір айтсаңыз, жақсы қызмет етсе неге қызметтен кетіп жатыр? Енді клубтың жұмысы бойынша мен айтып өтейін. Клубтың өзі расында өзі сұрақты айтып отыр ғой, автор сұрақ қоюшы. Егер жақсы қызмет болатын болса, ол сол алдыңғы қатарда болар еді ғой. Ол клубты бір қатар мысалға құқықтық бұзушылықтардың арқасында мысалы кері мемлекетке қайтарылды. Сондықтан да мен айтқым келеді, қазіргі таңда біз оны мемлекетке қайтарып, мемлекет басшының тапсырмасына сәйкес жекешелендіруге шығаратын боламыз. Ал енді бірінші лигаға сәл-сәл қалып, енді қалған енді клубтың бірі, оның жұмысы бойынша ары қарай мен ойлаймын, мынау ертеңгі таңда жекешелендірген кезде біз осы нақты талаптар қоямыз, сол талаптар бойынша жұмыстанамыз. Жақсы, екінші сұрағы, киік еті дүкендерге түсуде киік етін алып көрдіңіз бе? Қанша компания киік етімен айналысады? Бұл сұрақты меніңше Батыс Қазақстан облысына қарай қою керек болатын бар, себебі ояқта жаңағы жүргізіліп жатыр. Қоршаған ортадан алу, оны өңдеу, ол жаңа Батыс Қазақстан облысының территориясында. Атырау елінде әрине алып келіп киік етін ет базарларында сату орындарында жаңа тиісті құжаттарменен бар. Ал мен өз басым енді ол киік етін алып мен жеп көрген жоқ. Жеке маған қатысты болса. Рахмет. Best News Жанар Сердалина бұл соңғы сұрақ. Екі сауалын жолдапты. Каким объемом оценивается количество поголовья рыбы в реках Атырауской области? Каким объемом? Табиғатта бұл жөнінде біз қосымшамен ақпарат берейін, себебі біз жыл сайын ғылыми зерттеу жаңағы институттар бар, солар зерттеулер өткізеді. Менің есімде қалғаны осы зерттеулердің ішінде, себебі біз жаңа айттық қой, аквакультураны дамытамыз, балық өңдеуді дамытамыз деп. Сонда бізге 12 мыңға дейін, 12 миллионға дейін ол промышленный жаңағы айналысуға мүмкіндік бар деген. Сондықтан оны қарау керек. Ал енді біздегі қызмет істеп отырған кооперативтерге жылына 10 мыңға квота береді. Әрине біз где-то 8 мыңдайын ба квотаны орындап отыр. Ал қосымша енді қанша бар дегенім сол зерттеулерде болу керек. Мен зерттеудің қорытындысын табыстайын, берейін. Жақсы. Екінші сұрағы, планируется ли строительство нового, более современного здания аэропорта в Атырау? Здание планируется. Мен баяндамамда да айтып өттім. Қазіргі таңда біз инвесторлармен келісім шарт жасастық. 50 миллион жаңағы доллар қаражаттың аясында жаңадан 3 миллион жолаушыға арналған жаңа терминал салынатын болады. Бүгінгі таңда жобалау сметалық құжаттамары жүріп жатыр. Жақын арада мемлекеттік сараптамаға кіріп жылдың басында алатын болар. Сонан кейін міндетті түрде уже келесі жылы құрылысын бастап кетеді. 2 жылдың ішінде толығымен салады. Бұл жерде әрине біз қазір мына жағдайды ойластырып жатырмыз. Бізде ашық аспан болды, көптеген жолаушылардың саны көбейіп келеді. Бұл құрылысымыз жаңа қазіргі терминал арқылы ыңғайсыздықтар тудырмау керек. Сондықтан қазір сол инвестор осы жағдайды ойлап отыр. Ыңғайсыздық тудырмай отыра сол құрылысты жүргізу мәселесін қасынан.
Серік Жамболұлы, бұл соңғы сұрақ болды. Еліміздің бас медиа алаңына келіп, журналистердің сұрақтарына жауап беріп, өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы жайлы айтып бергеніңізге сізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, құрметті әріптестер, назарларыңызға рахмет. Осымен біз тікелей эфирді тәмамдаймыз.